Қытай халқы болсын, оның төрағасы болсын, жайдан жай әңгіме айта қоймайтынын жақсы білеміз. Біздің территориялық тұтастығымызға байланысты түрлі жаңағы мәлімдемелер шығып жатады. Большой брат дейтін де әңгімелер бар мысалға. Экономикалық экспансия, технологиялық экспансия. Осындай астар бар. Бірнеше үстелде отыру мүмкін емес, бірақ біз тырысып жатырмыз. Қара Қытай қаптаса, сары орысқа зар болып қаласың деген сияқты. Халықты үрейде ұстау саясатының астарынан шыққан. Оның астары Қазақстанды зерттеп жатыр. Қазақстанның дамуын 6,5 миллиард юань инвестиция тартпақшы деген ақпаратты көрдім. тегін ақша келіп жатқан жоқ ешқайда. Кез келген нәрсенің қайтарымы бар. Қазақ жерін жалға алады, қазақтың жерін тартып алуы мүмкін деген сияқты. Қырғызстан мен Тәжікстан. Олардың мысалы Қытайдың алдындағы қарызы өте жоғары болып отыр. Екі түйе сүйенсе бір шыбын өледі дегендей, сондай жағдайға келіп қалмауымыз керек. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі көрермен, бұл Білген Дұрыс YouTube арнасы. Мен Айбек Қосан, сіздерді арнамызға жазылып, лайк деп тапсаңыздар, лайк басып, қолдауға шақырамын. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі саясаттанушы, Қытайды зерттеушілер қауымдастығының төрағасы Қазбек Майгелдинов мырза. Қазбек мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мынау әңгіменің әлқисасын Си Цзиньпиннің сөзінен бастағымыз келіп отыр. Қазақстанды жақын көрші, адал дос, ортақ тағдырға бағытталған серіктес деп сипаттап келеді де, Қытай әрқашан Қазақстанның егемендігін, тәуелсіздігін және аумақтық тұтастығын мызғымас түрде қолдайды дейді. Осы кісіден тікелей цитата келтіріп отырмын. Енді аумақтық тұтастығын мызғымас түрде қолдайды. Бұл мәлімдеменің саяси астары неде? Жалпы енді Қытай халқы болсын, оның төрағасы болсын, жайдан жай әңгіме айта қоймайтынын жақсы білеміз. Әрине, дұрыс айтасыз. Бұл жерде тікелей саяси риторика бар. Оның басты мәні қазіргі таңда Қазақстанды Қытай мына орталық Азиядағы ең басты серіктес еткісі келеді. Ол бір жағынан. Екінші жағынан мұндай месседжді айту, яғни Қазақстанның егемендігін, территориялық тұтастығын қолдаймыз, тәуелсіздігін жаңағы мызғымас әрдайым біз берік қолдайтын мемлекет ретінде көрсетуі, бұл Пекиннің, Бейжіңнің Мәскеуге қарағанда қолайлы имидж қалыптастыруы. Өйткені олар көріп отыр ғой, Мәскеу тарапынан мысалы біздің территориялық тұтастығымызға байланысты түрлі жаңағы мәлімдемелер шығып жатады, әсіресе солтүстік аймақтарға байланысты. Осыған байланысты Қытай деген сол месседжді әдейі қолданып отыр. Бір жағынан, екінші жағынан көріп отыр ғой, қазір Ресей мен Украина арасындағы соғысты да бәрін бақылап отыр Қытай осы тұрғыдан алған кезде. Ал үшінші жағы бар, оны да ұмытпауымыз керек. Қытай үшін, ол Қытай емес, кез келген инвестор үшін өзінің ақшасын қорғау керек. Яғни өзінің салған ақшасын бір жағынан қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек дейміз. Екінші жағынан ол пайда тауып отырған жерінен ешқашанда жаңағы түрлі қауіп қатерлерге душар болмасын дейді. Ал қазіргі таңда Қазақстан Қытай үшін Еуропаға шығатын дәліз, Еуропаға шығатын терезе, басты транзит жаңағы хабы қылып өзі ұстап отыр. Достық Алашенковадан кіреді, мына жақтан құрық арқылы шығады, немесе ары қарай сосын Еуропаға шығатын бір жол бір белдеу саясаты, батыс Еуропа, батыс Қытай жолы не үшін салды? Қытай өзінің тауарларын, экспортын шығарып отыр. Сондықтан Қазақстанның тұрақтылығы ол Қытайдың да мүддесі. Қазіргі былай қараса, өйткені ол өз инвестициясын қорғап отыр. Сондықтан осындай үш жақты жаңағы басымдықты ескере отырып, әрине Қытайдың төрағасы ол 2022 жыл, осыдан 3 жыл бұрын мемлекеттік сапар кезінде айтып кеткен. Яғни осындай мәлімдеме жасап отыр. Басқа ондай мәлімдеме жасамаған Қытай, оны да айтып қою керек. Өйткені Қытай тек қана ол жаңағы өз пайдасын, өз мүддесін қорғап отыр деп, бұл тарапты солай қарастыру керек. Бізге де о жағынан енді былайша айтқан кезде дивиденд түсіп отыр ғой. Біз үшін де мысалы ертеңгі күні кез келген кикілжіңде жаңағы қолдайтын тарап бар деген сияқты. Си Цзиньпин қожа насыр емес дейсіз ғой, өзі отырған бұтағын кеседі. Иә, әрине, ол жерде тек қана мүдде ғана бар. Енді мынау Қытай Қазақстанға бір берген қолдау көмекке қамқорлық риторикасымен келеді. Енді біз тарихтан білеміз, үлкен көршінің қамқорлығы дейтін. Енді алысқа барудың қажеті жоқ. Большой брат дейтін де әңгімелер бар мысалға. Бұл енді бір кездері сондай үлкен көршінің қамқорлығы біздің солтүстіктегі үлкен тәуелділікке әкелген болатын, саяси тәуелділікке. Бұл тұрғыдан бізге қауіп бар ма? Қытай тарапынан бізде тәуелділік мәселесінде әрине әрдайым сақ болуымыз керек. Неге десеңіз, Қытайдың қазіргі жүргізіп отырған саясаты саяси экспансия емес, экономикалық экспансия, технологиялық экспансия.
осындай астар бар. Өйткені қазіргі таңда Қытай номер 2 экономика, бірінші экономика болғысы келеді. Технология тұрғыдан мысалы қазір соңғы зерттеулерге қарайтын болсақ, жасанды интеллекттің 60% Америка құрама штаттарына тиесілі болса, даму жағынан 30%-дай Қытайда, қалған 10-12% ол әлем бойынша таралып кеткен. Өйткені жасанды интеллекттің трендін беріп отырған осы екі мемлекет, ақш пен Қытай. Сондықтан осының барлығын сараптай келе біз түсініп отырмыз, Қытай әрине ол гегемонияға мүмкін ұмтылатын шығар. Мысалы, мен бір ғана мысал келтірейін. 2020 жылғы мына Қытайдың ұлттық қауіпсіздік туралы концепциясында алғаш рет держава деген сөз пайда болды. Держава? Иә, держава. Яғни Қытай бұған дейін держава боламыз деген ешқашанда мәлімдеме жасамаған, бірақ ол жерде держава риторикасын Қытайдың ұсынып отырғаны, яғни Қытай мына көпполярлы әлемде белгілі бір арбитр болғысы келеді. Арбитр болғысы келетіні өзінің мына қазіргі таңдағы әлемдік геосаяси алаңда басты ойыншылардың бірі ретінде бекітілгісі келеді. Оны да түсіну керек, өйткені ол ірі державалардың қатарына. Ал енді жаңағы жоғарыда айтылған қамқорлық риторикасы әрине, ол тарихта көрсетті, қамқорлық риторикасы бұл арты жақсылыққа соқпайды, егер оған мойынсұна берсек. Ал енді қазіргі таңда мысалы көп сынға сынап отырған біздің еліміздің көп векторлы саясаты осы қамқорлық риторикасына теңгерімді саясат жүргізу ғой. Мысалы біз деген түрік мемлекеттері одағында, түрік мемлекеттерімен жаңағы қарым-қатынас жасаймыз. Одан кейін таяу шығыстағы мемлекеттермен де, Еуропа одағымен де мысалы қарым-қатынас жасаймыз. Оның барлығы не үшін жасалады? Оның барлығы ертеңгі күні бізге белгілі бір мысалы ірі мемлекеттердің тәуелділігі басым болып кетпес үшін. Теңгерімдік саясатты дұрыс түсіну керек. Көп векторлы дегеніміз әрине көбісі айтып жатады, бірнеше үстелде отыру мүмкін емес, бірақ біз тырысып жатырмыз. Өйткені олай болмайынша, біз бір жақты егер қолдайтын болып қалсақ, немесе бір жаққа басыбайлы болып қалатын болсақ, әрине ертеңгі күні біз тікелей тәуелділікке түсіп кетеміз. Енді мынау Қытай деген кезде мынадай ел арасында сөз бар. Қара Қытай қаптаса, сары орысқа жаңағы не боласың деп, зар болып қаласың деген сияқты. Енді бұл халықтың тағдырынан елеп келген мақал ма, жоқ әлде белгілі бір тұрғыда ксенофобияны, яғни Қытайдан қорқуға деген қадамдарға итермелеу үшін қолдан жасалған бір идеологиялық сөз тіркесі ме, қалай ойлайсыз? Біз ксенофобиядан бұрын бұл жерде синофобия деген термин бар ғой, Қытайдан қорқу деген. Русофобия деген бар, орыстан қорқу деген. Бұл фобиялардың бәрі не үшін қажет? Кез келген осындай фобиялардың пайда болу себебі бұл белгілі саяси топтардың жаңағы бұқараны шектеуде ұстау. Қара Қытай қаптайды деген сөздің өзінің астарын қарасаңыз, оған қарағанда жаңағы орыс жақсы ғой деген астар жатыр ғой. Бұл кеңес үкіметі кезінде халықты үрейде ұстау саясатының астарынан шыққан. Яғни осы месседжді әрдайым қайталап, әрдайым жаңағы бұқараның арасында таратудың басты мақсаты, одан да біз орыс жаңағы кеңес үкіметінің құрамында болған сендерге жақсырақ, ертеңгі күні жаңағы Қытай басса бастарына бәле келеді деген, міне осындай үрейді келтіру. Оның да себебі болды кезінде Хрущевқа дейін, Хрущевтан кейін ғана алғаш рет жаңағы жылымық пайда болды. Ал оған дейін мысалы Халкинголдағы қақтығыстар болды. Жалпы 49 жылы Қытай Халық Республикасы өзінің тәуелсіздігін, егемендігін жариялап, жаңағы Қытай Халық Республикасы болып қабылданғаннан кейін Ресеймен, Кеңес одағымен қарым-қатынас суық болды негізі. Бірнеше территорияға байланысты жаңағы әсіресе Монғолия жағында қақтығыстар болып тұрды. Сондықтан сол кезден қалып қойған осы риторика қазірге дейін кішкене күшейтіліп отыр. Бірақ дегенмен де әрине сақтану керек. Мен оған ешқандай уәж айта алмаймын. Өйткені жаңа жоғарыда айтылған қасымыздан да ірі көршілеріміз тұрғанда, Ресей болсын, Қытай болсын, біз әрдайым сақ болуымыз керек. Әрдайым және де өз мүддемізді қаншалықты болса да соншалықты жоғары деңгейде сақтап қалуға тырысуымыз керек. Ал енді фобияға келетін болсақ, бұл фобияның негізі арты жақсылыққа келмейді. Өйткені мысалға егер бізде синофобия шын мәнінде қатты тарап кететін болса, мысалы Қытайға қарсы болдық деген өзінде, ондай үлкен даму үстінде тұрған мемлекеттен жабылып қалу, яғни протекционистік саясат ұстанады деген сөз, ертеңгі күні біз деген мысалы технологиялық тұрғыдан, басқа да тұрғыдан артта қалып қою үлкен қаупі бар. Өйткені енді жасанды интеллект пен цифровизация қазір жылдам дамып жатыр. Ал енді Қытай деген бізде міне
ортақ шекарамыз бар, көршіміз. Біз одан да олардан трансферт алайық, одан да біз олардан үйренейік. Бірақ әрине бұл жерде ең бастысы тәуелділіктің мәселесін әрдайым сақтанып отыру керек. Өйткені теңгерімдік саясат біз үшін ең қолайлы құрал болып отыр ғой. Басқаша біз мысалы Қытайдың мысын басатындай өзіміздің жеке күшіміз жоқ. Енді ол да шындық. Біз орта держава ретінде дамып жатырмыз әрине, бірақ халық санынан болсын, жаңағы әскери басқа да әлеуеттер бойынша біз әлдеқайда бір деңгейге келетіндей жағдайда емеспіз. Енді мынау адам жалпы өзі білмеген нәрсесінен қорқады ғой көбіне. Енді мемлекет жалпы ұлт тұрғыда алып қараған кезде бәлкім бізге осы жаңағы кеңес одағының шекпені шыққанымыз кеше ғана. Жалпы Қытайда қаншалықты біз зерттеп жатырмыз, зерттей алып жатырмыз, халыққа бұл қандай ұлт екенін қаншалықты көрсете алып жатырмыз, осы кішкене бір қорқынышты да сейілту үшін. Бізде мына саясатымыз жақсы бір ұғым бар, жұмсақ күш деген. Қазақстанның жұмсақ күші әзірге өте баяу. Бұл не үшін жұмсақ күш керек? Жұмсақ күш дегеніміз бір жағынан біз көрші, мысалы егер Қытайды тануымыз келсе, Қытайдың саясатын білгіміз келсе, біз оны ішке қарай кіруіміз керек. Сырттай ғана емес, іштей зерттеуіміз керек. Ал ол үшін не керек? Кеше мысалы президент ұлттық қазақ орталығын ашты ғой, ол біреу ғана. Ол былайша айтқан кезде бір тамшы. Теңіздегі бір тамшы. Ал Қытайдың мысалы Конфуций орталықтары әлем бойынша дамып кеткен жұмсақ күш. Біздің өзімізде мысалы қазір орталық Азияда, Қазақстанда осы Конфуцийдің қаншама орталықтары жұмыс істеп жатыр. Ол бірде қойыңыз. Екіншіден, бізде 1,5 миллиардтан асқан ұлы көршімізді дейміз ғой, үлкен көршімізді зерттейтін орталықтар жоқ. Қазақстанда. Институционалдық. Мысалы біздің қауымдастық ол енді жаңағы Қытай танушыларды бір ұйымдастыру мақсатында жасалынып отыр. Одан кейін бірнеше андай шағын орталықтар бар, ал институционалды зерттеп отырған, мысалы Қытайдың экономикасын, Қытайдың саясатын, Қытайдың мәдениетін, Қытайдың жаңағы технологиясын жеке-жеке зерттейтін орталықтар жоқ. Менің ойымша ол ауада қажет нәрсе. Әрине. Ал Қытайда бір нонсенс, Қытайда 10-нан астам Қазақстанды, солай деп аталады, Қазақстанды зерттеу орталықтар бар. 10-нан аса. 10-нан аса. Әрбір университеттерде, мысалы ірі университетте, мысалы Пекинде Қытай тілдер институтында, университетінде үлкен Қазақстанды зерттеу орталығы. Олар тіл жағынан зерттейді. Технологиялық университет, ол жағынан технология. То есть, былайша айтқан кезде Қазақстанды сала-сала бойынша зерттеп жатыр. Одан бөлек мен сізге үлкен бір жаңалықты айтайын. 2022 жылдан бастап салыстырмалы түрде айтайын, Қытайда жыл сайын Қытайдың ақ кітабы шығады. Белая книга Китая дейді, ақ кітап дегеніміз. Бұл Қытайдың бір жыл бойы дамыған көрсеткіштерін көрсететін сондай жинақ. Жыл сайын шығады. 22 жылдан бастап Қытайда Қазақстанның көк кітабы шығады. Синяя книга. Оның астары Қазақстанды зерттеп жатыр. Қазақстанның дамуын, мысалы бізде қазір әділетті Қазақстан дейміз, оларда тіпті кеше мен барып келдім осы бір ай бұрын, Қазақстандағы әділетті Қазақстан құру бағытындағы жаңағы даму деген бір зерттеу кітабын шығарып қойған. Былайша айтқан кезде біздің өзіміз шығарып, өзіміз зерттемей отырған нәрселердің бәрін Қытай жасап отыр. Және ең қызығы, ол екі тілде шығып жатыр Қытайда. Қазақ тілінде, Қытай тілінде. Деңгейді көріңіз. Яғни, былайша айтқанда, ертеңгі күні мысалы Қытайға барып, біз Қазақстан дамуы туралы өзімізден гөрі одан да көбірек ақпарат алуға мүмкіндік бардай жағдайға жетіп жатыр ғой. Ал енді біз деген ертеңгі күні мысалы келіссөздер жүрген кезде қалай біз Қытайдың ментальдігін білмей отса, Қытайдың жаңағы келіссөз жүргізу жаңағы принциптарын, қағидаттарын білмейінше біз көп жерде ұтылып қалуымыз да мүмкін. Өйткені олар біздің мысалы қонақжайлылығымыз, жаңағы өзіміздің ментальдігіміз басқа зерттеп алса, келіссөзде олар деген біздің жаңағы осал тұстарымызды әрдайым осылай түрткілеп отыруға мүмкіндік алып отыр ғой. Негізі жалпы дипломатияда бұл үлкен құрал, өзінің жаңағы серіктесін болсын, үстел басына отырған оппонентіңді қаншалықты сен білесің, соншалықты сен өзіңді ұтымды шығаруға мүмкіндік бар деген сөз. Ал біз қаншалықты дайынбыз? Келіссөзмен, бірақ білу деген ол ешқашанда кемшілік етпеген. Енді мынау екінші блогымызда экономикалық тәуелділік пен инвестициялар туралы айтқымыз келіп отыр. Қазақстан Қытайдан 6,5 миллиард юань инвестиция тартпақшы деген ақпаратты көрдік ашық дерек көздерден. Бұл қаржы бізге қандай мүмкіндік береді, қандай тәуекел тудырады? Негізі біз қазіргі таңда бір нәрсені ұғынуымыз керек. Сауда серіктесі ретінде
Қытай бірінші орынға шықты. Бұған дейін бізде Ресей болған. Қазір бұл сауда серіктес ретінде. Ал енді инвестициялық тарту бойынша Европа одағы бірінші орында тұр. Ол Нидерланды, Франция мемлекеттері бізде қазір инвестициялық негізгі басымдық соларда. Бірақ Қытайдың қазіргі таңдағы мына тікелей инвестиция болады ғой. Тікелей инвестициялық пакетінің өсуі бұл екі жақты келісімдердің тағы да бір ілгерілеу ретінде қабылданып жатыр. Басты мақсат неде? Басты мақсат бұл біріншіден инфрақұрылым. Біз қазір инфрақұрылымды модернизациялауға тікелей барынша басымдық беріп жатырмыз. Өйткені мысалы Қытайдан келетін тауарлар біз арқылы өтетін транзиттің, оның өзінде біз көп түсім ала алмай отырмыз. Неге? Өйткені бізде темір жол желісі жаңармаған, ескі сол күйі. Кеше президенттің жолдауында естідік қой, кейбір шекара бекеттері тіпті интернетсіз отыр. Бұл нонсенс қой. Цифровизация мықты бізде, электронды үкімет арқылы барлық қағазды алып отыр дейміз. Ал бір жағынан мына жақта бізде мысалы интернет желісі жетпеген тіпті шекаралық пункттер бар. Мысалы, соның барлығы бұл инвестиция арқылы бюджеттің бөлінетін ақшасы бір бөлек, оған қатты қысым түсмес үшін қосымша ақша тарту. Әрине, тәуелділік мәселесі ол да бар. Ол қай жағынан бар? Әлемдік егер Қытайдың қазіргі бір жол бір белдеу саясат аясындағы негізгі жүргізіп отырған бағыттарын сараптайтын болсақ, бірнеше мемлекет осындай термин бар, қарыздық шұңқыр деген, долговая яма дейді. Осындай қарыздық шұңқырға түсіп қалған бірнеше мемлекет бар. Оның ішінде үлкен кейс бұл Мьянма. Нәтижесінде олар Қытайға өз жер телімдерін жалға беруге мәжбүр болған сондай жағдайлар болды. Қазіргі таңда Орталық Азия мемлекеттері ішінде мұндай жағдай қайталануы мүмкін екі мемлекет бар, Қырғызстан мен Тәжікстан. Олардың мысалы Қытайдың алдындағы қарызы өте жоғары болып отыр, және инвестициямен салыстырғандағы паритеті мүлдем алшақтығы үлкен. Нәтижесінде олар да ертең тәуелділікке түсіп кету қаупінде тұр. Қазақстанда ондай қауіп жоқ әзірге. Бірақ бізге инвестициялық пакетті өскен сайын мейлінше ішкі мысалы инфрақұрылымдық жобалар болсын, басқа да болсын, біз өзіміздің мүддемізді, өзіміздің ережемізді, ең бастысы, өз ережемізді бекітуге барынша тырысуымыз керек. 90-шы жылдары біз инвесторларды тарту, енді жас мемлекет болдық, инвесторларды тарту кезінде біз үлкен қателік жасады. Ол қандай? Бақылаушы пакетті біз инвесторларға беріп қойдық. 50 жылға, кейбір жерлер 90 жылға. Нәтижесінде мысалы оларға қандай да бір уәж айтуға да мүмкіндігіміз болмай қалып жатырды. Әсіресе экологиялық стандарттар сақтауға байланысты, әлеуметтік негізгі міндеттемелерді орындату бойынша, мысалы кешегі Карметтегі болған жағдай, әйтеуір біздің мемлекет тарапынан өткіздік қой, бірақ ол мысалы сол қайғылы жағдай болмайынша басты пакет сол жақтарда болып отырды. Нәтижесінде мысалы осындай кері әсер тиіп отыр. Сондықтан сол сабақтарды ескере отырып, қазіргі таңдағы осы инвестициялық мысалы жобаларда біз мемлекеттік пакет, мемлекеттік бақылау, мемлекеттік ең басты біздің Қазақстан тарапының басымдығын барынша орындатуға тырысуымыз керек. Сіз жаңа африкалық сценарий туралы айтып қалдыңыз ғой. Осы туралы зерттеулерді қарап отырсам, расымен де мынау теңізге шығатын, мұхитқа шығатын әлеуеті жақсы кейбір мемлекеттер расымен экономикалық экспансияға түсіп қалған төңірегінде айтылып отыр. Мықты инвестициялық жоба ретінде бастап салған, ол жерде жемқорлық фактілері де бар, сол мемлекеттердің ақыр соңында соны жүргізе алмай, Қытай өзі берген ақшасын, инвестициясын ақыры сол жерде, сол порттарды 70-50, сіз айтып отырған 80-90 жылға алып алған. Былайша айтқан кезде, сол жерде Қытайдың заңы жүреді, Қытайдың былайша айтқан кезде айтқаны жүреді. Бұл да егер де дұрыстап алған ақшаңа ие болып, дұрыстап шаруаңды екі шоқ бір қарамасаң, бұдан да кәдімгідей қауіп бар сияқты. Біздегі ең басты мәселе тегін ақша келіп жатқан жоқ ешқайдан. Кез келген нәрсенің қайтарымы бар. Біздің көбінесе инвестиция тартқан кезде ондай ой болмау керек. Ойбай, ақша келіп жатыр, инвесторлар келіп жатыр, бұл бізден пайда түсіп жатыр деген жоқ. Пайда екі жақты. Өйткені инвестор да өз ақшасын салғаннан кейін оның ертеңгі табысын ойлайтын тұстары бар, міндетті түрде. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мысалы Қазақстанда әсіресе бірлескен өндірістер ашу мәселесінде біз өз мүдделерімізді қалай жоғары қоя аламыз? Біріншіден, ол әрине жергілікті халықтың сол жерде, сол зауытқа мысалы жұмыс
істеуге, яғни жұмысқа тартылуға бірінші кезекте басымдық қою керек. Одан кейін екінші бір мәселе бар. Жай ғана ол азаматтарға жұмыс тауып беру емес қой. Екіншіден бұл мамандар мәселесі. Яғни мысалы егер жұмысқа алынатын азаматтар тек қана жұмыскер ретінде ғана алынатын болса, басқарушы, менеджер, жаңағы инженер, басқа да мамандықтар қытайлықтар отыратын болса, яғни біз ертеңгі күні технологиялық тағы да тәуелділікке түсіп қаламыз. Өйткені мамандар қытайлық, біз өзіміз жаңағы программаны, бағдарламаларды түсінбейміз, нәтижесінде біз оларға басып айламыз, дұрыс па? Оны біз кезінде кеңес үкіметінде де көрдік. Мысалы 90-шы жылдар неге бізде өндірістік бағыт тоқырауға ұшырап қалды? Бізде болды, өндірістік қуаттар болды. Кеңес үкіметінің осы жақта бірақ Мәскеу өзінің мамандарын алып кетті ғой. Нәтижесінде бізде былайша айтқан кезде басқаратын, алып кететін азаматты жаңағы мамандар болмай қалды, тапшылық болып қалды. Сол мәселе болмас үшін бұл жағын да қарастыру. Яғни ортақ жаңағы өндіріс құру дегеніміз ол барын сол Қытай тарапына беріп қойды емес, керісінше сіздер біздің жерге келіп салып жатсыздар, біздің жердің ертеңгі күні мысалы өңдеуін жасайын деп жатсыздар, онда біздің басымдықты алу керек. Мысалы маған ұнайтыны осы тұрғыдан кейстер бар ғой, жақсы мысалдар. Түркияда мысалы сіз егер шағын кәсіпорын ашамыз десеңіз, олар міндеттеме қояды. Міндетті түрде жаңағы 70-80% түрік тарапынан аласыздар. Алмайсыздар ма? Сіздің жаңағы өндіріс орны. Біздің азаматтар дейді ғой. Иә, біздің азаматтар бірінші кезекте. Тура сондай бізде де саясат болу керек. Өйткені бұл ертеңгі күні бізге өз бір жағынан кадрларымызды дайындауға мүмкіндік береді. Яғни технологияларды түсінетін, өзіміз ертеңгі күні жалғастырып алып кете алатындай. Өйткені бұл біз деген болашаққа кішкене болса да стратегиялық қадамдар ретінде қарастыруымыз. Бір күндік жаңағы ақшаны жинап алу немесе бір күндік осы инвестиция арқылы байып қалу деген емес. Осыны түсінбеу. Бізде көбінесе солай түсінеді да, ақша деген инвесторлар тартсақ болды, қызық тартсақ болды. Инвесторлар онсыз да қызығып отыр Қазақстанға. Онсыз да Қазақстанның қызығушылық тараптары өте көп. Керісінше біз соны түсіне отырып, біз оларға қоятын талаптарымыз кішкене қатаңырақ болу керек. Енді мынадай алып қашпа сөз бар. Қытай инвестиция әкелсе, қазақ жерін жалға алады, қазақтың жерін тартып алуы мүмкін деген сияқты. Мұндай үрейлі пікірлер кімге қажет деген сұрағым бір. Осыған екінші дүниені байланыстырып жүргім келіп отыр. Қытайлық компаниялар Алакөлге инвестиция салуға ниетті дейді. Ол жерден баяғыда Даниал Ахметтің заманында есімде. Анталиямен жарысам деп, ақыр соңы өте күлкілі жағдайға тап болғанбыз. Ертең енді жергілікті халық пен инвесторлардың арасында дау туып қалу қаупі бар ма мәселе осыда да? Шын мәнінде біріншіден жалға беру мәселесіне келетін болсақ, біз осыдан 10 жыл бұрын оны бастан өткердік. Жер реформасына байланысты 2016 жылы үлкен жаңағы тіпті көтеріліске дейін болып кете жатқан жағдай болды. Жер сатылмасын. Иә, жер сатылмасын деген. Нәтижесінде бізде заң қабылданды. Қазір заң бойынша шетелдіктерге жалға да берілмейді жер. Ол заңмен бекітілген. Басын ашып айту керек. Басын ашып айту керек. Ол біріншіден. Оның өйткені біз сабақ алдық. Міне осындай қазақтың жері бұл ешқай жерге сатылмайды да, жалға да берілмейді. Болды, нүкте. Осыны бір қадағалау керек. Екінші жағынан жаңағы сіз айтып отырған мәселе Алакөл болсын, тіпті ертең Алатау Сити дейді. Көптеген жобаларға біз қытайлық инвесторлар тартуға барынша жаңағы қолайлы жағдай жасауға тырысып жатыр. Бірақ аймақтардағы әкімдіктер, әсіресе әкімдер, облыс әкімдері, бұл жерде басты мәселе қандай болу керек? Біріншіден, инвесторды әкелмес бұрын жергілікті халықпен кездесу өткізу керек. Жергілікті халыққа презентация міндетті түрде жасалу керек. Оларға не алып келеді? Жаңағы жұмыс мәселесін мен бекер айтып отырған жоқпын. Қазір мысалы ауыл аймақтарда бұл үлкен проблема, жұмыссыздық мәселесі. Неге Астана, Алматы сияқты қалаларға жастар тартылып жатыр? Өйткені ауыл аймақтарда мысалы өкінішке орай сол жұмыссыздық өте өршіп тұр. Бір деп қоямыз. Екіншіден, бізде президент айтқандай туристік әлеуетті толығынша пайдалануға әлі де болса да біздің деген қауқарымыз да жетпей отыр, және де динамика өте төмен болып тұр. Туристік аймақтар бізде бар. Әрбір аймақта өзінің жаңағы жауһарлы жерлері бар, керемет табиғатымыз бар. Алакөл, басқа да мысалы аймақ, Балқаш болсын, кез келген аймақты қарасаңыз өзінің таулы көлі жерлері бар. Бірақ бізде жергілікті әсіресе әкімдіктердің үлкен қателік жіберіп отырғаны не ол, мысалы кеше президент айтып отыр ғой, біраз қаншама жерлерді жаңағы ғарыштық түсірілім арқылы көрдік, бос жатыр, мемлекетке қайтару керек, егер пайдаланбасыңдар. Ал енді соны қайтару жұмысы 2 жыл бұрын басталып кетсе де, оны ары қарай үйлестірмей отыр. Қайтарды, әлі сол күйі бос тұр. Тура сондай проблема. Инвесторлар келсін, иә, бірақ оларды келмес бұрын міндетті түрде әлеует
жергілікті әлеуетке қандай мүмкіндік береді, яғни көтере ма, олар тек қана келіп қона қоймау керек, ертең қонақ үй салады, жаңағы мысалы сол жергілікті жерге спорт кешенін салу керек, басқа да бұл жерде бір-бірімен байланысты болу керек. Ол тек қана бір қалай айтады, табысты арал ретінде қалып қоймау керек та, мына жерде бір керемет курорт, жанында халықтың жағдайы анадай, ондай болмайды. Сондықтан бұл жерде басты мәселе инвесторларды, тіпті егер мысалы мемлекет тарапынан тарту жүріп жатса да, әкімдіктер бірінші кезекте өзінің жергілікті тұрғындарының жағдайын ойлау керек. Міне әкімдіктердің жаңағы белсенділігі, олардың шарт қоя алуы бұл жерде маңызды. Алакөл мәселесінде мысалы Алматы облысы әкімдігі міндетті түрде осы мәселеге қатты назар аудару керек. Мысалы кеңестер бар ауылдарда, жаңағы қоғамдық азаматтық жаңағы сектор бар, барлығын тарту керек. Бұлай егер жабық күйде ертең инвесторлар тартып алсақ болды, салса болды деген болатын болса, әрине наразылық болады. Ертең айтады, сіз біздерден сұраған жоқсыздар, бізбен ақылдасқан жоқсыздар, немесе бізге деген бұнан қандай пайда тиетінін көрсеткен жоқсыздар деген, оларда заңды сұрақ туады. Сондықтан бұл жерде талап осы қою, немесе жергілікті жаңағы алдағы уақытта осындай қауіп қатерлердің алдын алу мәселесінде әрине бұл жерде бірінші кезекте әкімдердің құзыреті, әкімдердің негізгі істейтін жұмысы болу керек. Сосын Қытай қарап отырса гранттар бөледі екен, түрлі деңгейде алып, үлкен кіші деген сияқты. Мысалы Қазақстан үкіметі дейді, өткенде ақпарат шығып отыр, Абай облысына салынбай қалған бір көпір бар, саламыз деп кейін салынбай қалды, соны қайта жандандырып салуға грант беріп отыр дейді. Қытайдың грантын біздің үкімет соған беріп отыр. Ал Қытай неге бізге грант береді? Ол неге тегін ақша? Бізде негізі мынандай, бұл жерде мен мынандай мәселе көріп отырмын. Бізде 4 облыс Қытаймен шекаралас. Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы, Алматы облысы және Жетісу облысы. Төртеуі де шекарасы бар, ортақ. Одан кейін қазір мысалы тек қана Алматы облысында басты бекеттер болған, қазір мысалы Бақты аягөз деп Шығыс Қазақстанда да сондай жаңа бекеттер ашылып салынып жатыр. Енді қараңыз, мына Қытайдың ақша бөлу мәселесінде үш жақты бағыт бар. Біріншісі бұл несие. Яғни несие дегеніміз түсінікті аты да, оның қайтарымы бар, пайызы бар, басқасы бар. Екіншісі инвестиция. Инвестиция бұл екі жаққа да, яғни инвестор өзінің бизнесін дамытсам дейді, ал біз енді өзіміздің жаңағы инфрақұрылымымызды жаңартамыз ба, жұмыс орнында ашамыз ба, біздің де өзіміздің жаңағы алатынымыз бар. Үшіншісі бұл қайтарымсыз гранттар. Қайтарымсыз гранттар мәселесінде Қытайдың мысалы бұл қадамы 2024-тен басталды, былтырдан ғана басталды. Ол қалай болды? Былтыр Қытай алғаш рет Сиань қаласында Орталық Азия Қытай деген саммит өткізді мемлекет басшылары деңгейінде. Биыл екінші саммит өтті Тяньцзинде. Бұл ШОС саммиті, екінші саммит одан кейін неде де өткен? Қазақстанда да өткен. Бұл саммиттердің басты ерекшелігі сонда болды. Қытай Орталық Азия мемлекеттерімен былайша айтқанда аймақ ретінде, онсыз да екі жақты қарым-қатынастар бар ғой, аймақ ретінде осындай жоғары деңгейде форматты ұсынды. Өйткені бұған дейін С5+1 дегенді, мысалы Америка құрама штаттары, Оңтүстік Корея, Жапония, көптеген мемлекеттер, бірақ мемлекет басшысы деңгейінде емес, сыртқы істер министрлігі деңгейінде жүргізген. Сол кезде бірінші саммитте Қытай алғаш рет Орталық Азия мемлекеттеріне 26 миллион доллармен грант бөлді. Барлық мемлекетке. Бастым олардың айтқаны, енді біз Қытайдың айтқанын естейтін болсақ, олардың айтқаны аймақ елдері Қытаймен мысалы цифрлық, әсіресе цифрлық алшақтықты жақындату үшін кейбір салалары бар, цифрландыру мәселесі бойынша, басқа мәселелер бойынша соларды дамытып алу үшін қосымша біздің көмегіміз деп отыр. Кешегі семейге бөлінген ақша тура осы мақсаттардың бірі ретінде, яғни қайтарымсыз грант бөлініп отыр, бірақ бұл да өзінің қолайлы ету мәселесін қарастыруымыз керек. Ол қалай? Жаңа жоғарыда айттым ғой, soft power деген бар, жұмсақ күш. Одан кейін smart power деген бар, ақылды күш. Бұл жердегі Қытайдың басты мақсаты, яғни өзінің жаңағы бейбіт кейпін кеңірек тарату. Өйткені олар да түсініп отыр бізде ксенофобия бар екен. Яғни жақсы көрші, жақсы жаңағы серіктес ретінде көрсетудің қадам. Бұл жерде астар әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ең бастысы әрине Қытай жақсы болғысы келеді, жақсы болып көрінгісі келеді. Одан кейін Қытайдың мұндай саясат жүргізуінің тағы да бір үлкен бір себебі бар. Өйткені бізде арамызда кедергі көп, оның бірі тіл.
біз бір-бірімізді мысалы ортақ тілдік ортада емеспіз түсіну жағынан. Мәдени тұрғыдан да біз алшақпыз. Көбінесе ұлы жібек жолы арқылы бізде әрине мына миссионерлік, басқа да бағыттар бойынша, сауда қарым-қатынас бойынша болды араласу. Бірақ сонда да мысалы көршілес Орта Азия мемлекеттері сияқты түбі түрік бірдей түркі менталитеті, түркі мәдениеті, тілі, басқа да осындай ортақтық бізде жоқ. Сондықтан Қытай осыны түсіне отырып, ең болмағанда не болмаса технологиялық, не болмаса жаңағыдай грант беру арқылы өзінің қаншалықты бейбіт екендігін көрсетуге қадам жасап жатқан түрі деп білемін. Қытайларға рахмет айтты. Осылардың арқасында жаңағы жақсы көпірмен жүріп отырмыз дейтін бір ол да әсер етеді. Сондай пікір қалыптастыруға, енді жағымды демей ақ қояйық, позитивті пікір қалыптастыруға жасалып отырған қадамдар. Онсыз мысалы Қытайдың басқаша, Қытайдың тілі көп ең басты кедергі болды. Өйткені олар басқаша бізге тікелей айтуға мүмкіндіктері де жоқ. Мысалы Қытай жаңағы сарапшысы былай деді деп бізде ешкім айтпайды ғой. Өйткені түсінбейді ешкім олар. Сөзбен емес іспен көрсетейін деп отыр дейсіз. Мынау іспен дегеннен шығады. Қытай Қазақстанды зерттеп отыр дейсіз ғой, жаңа әртүрлі саладан. Мынау біздің ЛРТ-мізге қатысты не айтты екен деп кей кезде ойлаймын. Себебі әуелде солардан қарызға ақша алдық, саламыз дедік, жым-жытырық жоқ болды, жартысы қашып кетті, одан қайта өздерінен ақша алып, айналайын, өздерің салып беріңдерші осын деп. Қазір міне қарасаң, енді мақтағаным емес, көзің сүйсінеді. Алғашқы уақытта білмеймін, бұлар нешесімен мен жұмыс істегенін, таңертең бара жатсам да жұмыс істеп жатады, әбетте келе жатсам да жұмыс істеп жатады, кешкісін жұмыстан қайтып келе жатсам да, түнде көшеге шықсам да жұмыс істеп жатады. Жыбыр бітпейді әйтеуір шаруалары. Жоқ, Қытайда біз негізі Қытайды көбінесе фобияңда болу содан шығар. Бұл жерде менің жаңағы басты айтарым, кез келген жерге барып өз көзімен көрген дұрыс. Мысалы мен Қытайда 10 шақты рет болдым, 10 жыл ішінде. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Қытайда бәрі керемет бір күнде болып кеткен жоқ. Мысалы Пекиннің кезіндегі талай видеосын көрдік қой, лас, ауасы лас, бәрі маскада жүреді, басқа да. Ол 16-15, осыдан 10 жыл бұрын сондай болған. Қазір ондай емес, қазір таза бәрі. Оның бәрі ненің арқасында? Біріншіден тәртіп, дисциплина өте мықты Қытайда. Бақылау дейді, басқа дейді. Бірақ енді 1,5 миллиард ұстау деген оңай емес қой. Сондықтан олар тәртіпке бағындыруға, осындай саясат ұстануға негізгі. Одан кейін жаңа жыбыр деп отырғаны, ол да бар. Өздеріңіз ойлаңыздар, мысалы 1,5 миллиард халық, және олардың мысалы күнкөрісі қалай болмақ? Бәсеке деген өте жоғары. Мысалы бізде Қазақстанда тығыз орналасқан аймақтардың бірі Шымкент, Түркістан облысы. Ол жердегі халықтың ментальдігімен, мысалы біздің Астананың немесе Батыс Қазақстанда болсақ басқаша. Мысалы басқа аймақтарда жайбарақат, асықпай жұмысқа барады, жаңағы дүкендердің өз сағат 10-да ашылуы мүмкін. Шымкент Түркістанда жаңағы тәулік бойы жұмыс істеуі мүмкін. Ол жерде өйткені бәсекелестік жоғары. Сондықтан әркім тез қимылдауға, тіршілік жасауға. Қытайда ойлаңыз енді. Қытайда ол 10-100 мың есе сондай тығыздық бар. Сондықтан олар деген жаңағы жұмыс істеуде, немесе сапалықта, басқада, және де әсіресе уақыт мерзімін тезірек істеуде олар бір-бірімен жарысып бағып жатыр. Оны сұраған жаңағы, оларды өздерін түртіп алды ма екен дейтін сауалды, жаңағы бұларға біз ақша бердік, салылмадық, қайта бізге алдымызға келді деген сияқты. Бізде жаңағы ақпараттық тұрғыда, мысалы Қытайды біз Женбин Жибао, бұл жаңағы Қытай коммунистік партиясының басты газеті болып есептеледі. Одан кейін Синьхуа, одан кейін Сичтен. Осы 3-4 арнасы бар мемлекеттік. Жалпы негізі Қытайда енді коммунистік идеология болғаннан кейін оларда бәрі мемлекеттік қарауында. Дегенмен де бізде сол басты ақпаратты біз осындай ақпарат көздерінен ғана ала аламыз да, басқа ақпарат көздерін бізде мысалы аудармайды ешкім. Қытай ақпараттық жаңағы мысалы бізде Тенгриньюс, Нур-KZ немесе басқа да мысалы альтернативті дерек көздері бар ғой, сондай дерек көздерін оқып немесе оларды аударып отырған бізде ешқандай бағыт жоқ, дамымаған. Нәтижесінде сіз айтып отырғандай не түртіп алды, не түртіп алған жоқ, біз тағы да біле алмаймыз. Өйткені біз олардың тек қана ресми риторикасын ғана жаңағы негізгі газеттерден көреміз да, жанама қандай пікір болып жатыр, немесе қандай терең зерттеулер болып отырған кезде айналып келген сол зерттеу институттарының жоқ болғанынан. Иә, ол да содан ғой. Бізге ақпаратты ашып көрсететін, немесе Қытай ақпараттық кеңістігі қандай мәселелерді талқылап жатыр, немесе қандай мәселелер оларда мысалы қазіргі таңда басты күн тәртібінде деген кезде біз өкінішке орай басымызды шайқаймыз да қоямыз. Өйткені бізде ондай ақпарат жоқ. Мынау ЛРТ-ны жаңағы жемқорлыққа салынған ескерткіш деп ел арасында қалжыңдап айтады. Осы сіз енді Қытайдан танушы ретінде Қытайда жемқорлық көрсеткіш бар ма? Қандай? Және де олар
енді ел арасында тағы да білмеген соң мынадай пікір бар. Олар қарамайды екен, барады дегенде атып тастайды екен деген сияқты бір алып қашпа әңгімелер бар да. Мысалға жемқорлық 100% жеңген мемлекет жоқ, бірақ дегенмен Қытайда мына коммунистік партия деңгейінде соңғы сол Синьхуадан біздің құрметті көрермендеріміз Google арқылы қараса да болады, үлкен жаңағы істер жемқорлық бойынша толастамаған. Ол жақта өлім жазасы бар, бірақ өлім жазасы бола тұра оларда жемқорлық мәселесі әлі күнге дейін толық шешілген жоқ. Жемқорлық бар оларда. атып тастайды десе де жейді дейсіз ғой. Атып тастаса да жеп жатыр. Яғни ол жердегі айтатын мәселе, бұл мәселе неге ондай туындап отыр? Оларда да мысалы аймақтарда инвестициялық болсын, басқа да бағыттар бойынша ақшаны жеп қою, ақшаны дұрыс пайдаланбау. Бізде мысалы алтын жастар дейді ғой, золотая молодежь. Тура ондай феномен Қытайда бар. Қытайдың жалпы әлемдік дамудағы мысалы қандай да бір өзгешелігі бізбен салыстырғанда ондай қатты өзгешелігі жоқ. Оларда бар технологиялық басымдық, экономикалық даму бар, бірақ даму үрдісі, мысалы кешегі Непалда болып отырған Z ұрпағы деген сияқты, оларда да Z ұрпағы бар. Оларда да біздікіндей жастар, оларда да жастар қазір мысалы жұмыс істегісі келмейді, жаңағы смартфонда отыр, басқа да әлеуметтік проблемалар тура біздікіндей. Және де ең қызығы жаңағы жемқорлық мәселесінде, ЛРТ мәселесіне келген кезде мен ойлаймын, оларда мысалы бір ғана бізге салыстырғанда плюсы, мысалы мердігерлер жұмыс жолдарын қарасаңыз, Қытайдың кез келген аймағында, мысалы көрермендеріңіз мүмкін саяхатта болған шығар, тақтайдай жол мәселесінде, құрылыс мәселесінде өткенде оларда стандарт бар. Және ол стандартқа бағындыру бар. Ертеңгі күні мысалы мердігерлер орындамайтын болса, мемлекет тарапынан үлкен санкция бар, мемлекет тарапынан үлкен айыппұл бар, тіпті түрмеге дейін отырғызуға дейін бар. Мұның бары қатты қадағаланады. Жемқорлық бола тұрса да, мына екінші жағы сапаға көңіл бөлу, сапа тұрғысынан қадағалау, әсіресе қадағалау мәселесі өте жоғары дамыған. Нәтижесінде оларда мысалы сапалылық деген ол көзге көрініп тұрады. Жолдары тақтайдай кез келген аймағына барсаңыз да. Көрдіңіз ба? Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде енді қанша жемқорлық, қанша бюрократия десе де бақылау функциясы өте мықты дамыған. Енді мынау осыдан бірер жыл бұрын Си Цзиньпин Қазақстанға келген кезде екі мемлекет арасындағы тауар айналымы төңірегіндегі ақпарат шықты. Бір қызығы, Қытай жариялаған ақпарат пен Қазақстанның мынау шекарадағы тауар айналымы төңірегінде ақпаратта айырмашылық болып қалды. Содан ол ақпаратты былайша айтқанда көп жерден алдыртып тастады. Бұдан шығатын әңгіме, біз енді цифрландыру басқа дейміз ғой, бірақ Қытайдың шекарасынан келген кездегі тауар мен сома басқандай болады да, бүйтіп Қазақстанның шекарасынан өткен кезде өзгеріп сала береді. Бұл енді шекарадағы былық көлеңкелі экономиканың былайша айтқан кезде көктеп тұрғанның көрінісі ме? Және де бұны біз бір ретке келтірмесе қаупі қандай? Бұл жерде мен бірден айтып қояйын, шекарадағы мәселе бір ғана мысалмен дәлелденеді. Атышулы қарғосысы. Атышулы қарғосысы біз көрдік, қаншама миллиард, қаншама ақша сол жерде үлестіріліп белгілі азаматтардың, олигархтардың қалтасына кетіп жатқандығы. Өкінішке орай, бұл көлеңкелік бизнес әлі күнге дейін сақталмай отыр. Кешегі мына айтып отырған түрлі статистикалық көрсеткіштер, ол президент та өзінің баяндамаларында бір айтып өткен, бұл статистикалық көрсеткіштер неге әртүрлі? Өйткені басты мәселе Қытай тарапында көп та, бізге келген кезде азайып қалады. Яғни логикалық түрден жеп қойып отырған біздің жақ. Жеп қойып отырған біздің жақ. Яғни біздің бюджетке түспей отырған ақшаның қомақты көлемі өзіміздің жаңағы сол жерде отырған жемқорлардың қалтасына кетіп қалды деген сөз. Сондықтан бұл жерде біз көбінесе айтып жатады, қытайлық айтып отырмын, Қытайда тәртіп мықты. Қытайда тәртіп мықты, және оларда мұндай көрсеткіштер болсын, ресми жаңағы қандай да бір шешімдер қабылдансын, оның барлығын қатаң түрде бақылайды да. Сондықтан Қытайдың алған ақпаратты біз деген өзімізше тағы да тексеруге болады әрине, бірақ ең бастысы біз сәйкессіздікті өз тарапымыздан іздеу керек. Көбінесе жеп қойып жатқан біздің жақ. Сондықтан шекара мәселесінде кешегі президенттің айтып отырған кейбір жерде интернет жоқ деген сөз, ол жерде тіпті бәрін нағыз жаңағы көлеңкелі экономиканы дамитын жер ғой. Кеше президент неге айтты? Жасанды интеллектіні және цифрландыруды барлық жаңағы салаларға, әсіресе мына көлік дәлізі бағытындағы шекаралық бекеттерге енгізуіміз керек. Ол жерде адам
мәселесі толықтай адами фактор алынып тасталады. Одан кейін блокчейн егер енгізетін болса, ол тіпті жақсы. Блокчейн тіпті ол жерде ешбір IT маманды өзгерте алмайды, ол бір жақты жабық формула, осы әлемдікте дәлелденген. Міне осы технологиялар енгізетін болса, онда ол жерде ешқандай жемқорлыққа да жол берілмейді. Барлығы цифрландырған, яғни құжаттар цифрландырылған, нәтижесінде есепті цифрлы түрде өткізілетін болса, ол жерде жемқорлық мәселесі шешіледі. Сондықтан мен ойлаймын, мына цифрландыруды негізі көлік саласына максималды түрде енгізу керек. Максималды түрде. Өйткені одан мына көлік дәліз саясаты бізде қазір деген ең басты болып отыр. Біз деген тек қана өткен кеткеннен ақша алмаймыз, транзит. Біз логистикалық хаб, яғни карго дейді ғой, қоймаларды өзімізде ашуымыз керек. Сақталуы, жалға берілуі, оның барлығы әлем бойынша таратылуы бізде өзімізде болу керек. Өзімізде хаб айналсақ, онда біздің әлеуетіміз одан да жоғары болады. Әйтпесе қазір біз негізінен неден алып отырық? Транзиттен ғана түскен түсімдер, ал құрғақ порттар ашылып жатыр. Сианьда құрғақ порттар ашылып жатыр, жаңағы Алашенкоуда құрғақ порттар Қытай тарап жағынан. Қазақстанға да құрғақ порттар ашу керек. Құрғақ порт дегеніміз ол сақтау қоймалары, ол логистика, ол қаншама жұмыс орындары, қаншама бізде мүмкіндіктер пайда болады. Ал оны бірақ жасау үшін бізде ең алдымен мына бюрократия мәселесі және де ең бастысы жаңа жемқорлық мәселесінде үлкен бір тосқауыл қоймасақ, оның барлығы ақша түскенімен бюджетке жетпей қалып жатыр. Тесікшілікпен су тасу. Тура сондай болып жатыр. Бізде ақшаның бәрі жан-жаққа тарап кетіп жатыр да, былайша айтқан кезде. Енді келесі блогымыз энергетика мен технология төңірегінде Қазақстан АЭС салу туралы шешім қабылданды. Енді ол халыққа қаншалықты түсіндірілді ол мәселе, ол бөлек өз алдына сұрақ. Менің сұрағым келіп отырғаны мынау CNNC стратегиялық серіктес ретінде қарастырылып отыр. Енді бір АЭС-ті Росатом салады деп отырмыз, екінші АЭС-ті Қытай салады деп отырмыз. Неге Қытайға таңдау түсті? Қалай ойлайсыз? Жоқ, бұл жерде бір мәселе бар. Атом электростанциясын салу туралы референдум өтті. Одан кейін мысалы негізгі қатысушы мемлекеттер тарапы шорт тізімі дейді, шорт тізімі жарияланды. Оның ішінде Ресей болды, Қытай болды, Оңтүстік Корея болды және Франция болды. Одан кейін екінші мәселе, әуелде бір атом электростанция салады, оны Ресей тарапымен келісім болды деген болды, қоғамда наразылық туды, ол заңды нәрсе деп ойлаймын. Одан кейін президенттің тарапынан мынадай ұсыныс жасалды, консорциум болсын. Яғни консорциум деген бірнеше мемлекет қатысатын. Ол консорциум толықтай жүзеге аспаса да, кейіннен екінші, үшінші, Скляр мырза айтты, екінші, үшінші атом электростанциялар салынады, соның бірін салуға мысалы Қытай тарапы. Бұл тағы да жаңа жоғарыда айтылған біздің теңгерімдік саясатымыз. Яғни бір Ресейдің ғана технологиясына, немесе бір Ресейдің ғана жаңағы мамандарына, немесе бір Ресейдің ғана жаңағы құрылыстағы басымдық беріп қоймайық, Қытай тарапы келсін. Өйткені CNNC бұл ядролық атом электростанцияларын салуда әлем бойынша, мысалы Африкада да, тіпті Европа елдерінің кейбіреуінде кішігірім жаңағы станциялар салатын тәжірибесі бар ұйым. Одан кейін бізде енді үшіншісін бәлкім Оңтүстік Кореяға немесе Францияға да жаңағы мердігерлеріне қатысуға мүмкіндік болатын шығар. Ең бастысы бұл жерде ертеңгі күні атом энергия станцияларын салудағы технологиялық және де оны ары қарай мысалы жүзеге асыруда біз бірнеше бағытты ұстанамыз деген сөз. Яғни бір ғана Ресейге, бір ғана Қытайға, ертеңгі күні тағы да үшінші. Сондықтан бұл жерде Қытай тарапының қосылуы бұл заңды тұрғыда, заңды логикалық тұрғыда жаңағы әртараптандыру саясатын бір бағыт ретінде мен көріп отырмын. Өйткені айтып отырмын ғой, біз айттық, тек қана Ресей салмасын, басқа да салын, жарайды Қытай. Енді тек қана Қытай салмасы мүмкін ертеңгі күні Оңтүстік Корея, Францияда қатысар. Бірақ ең бастысы бұл жерде не? Бұл ең бастысы бұл жерде енді сапа ғой, қанша дегенімді. Жаңа жоғарыда айтылған, мысалы қазір Ресей санкциясында. Одан кейін Ресейге соғыстар жүргізіп жатқан мемлекет. Қаншалықты қойылған жаңағы мерзімде ол бірінші жаңағы атом электростанция салып үлгерді. Түркиядағы ақ ұйымның өзі созылып кетті. Яғни мүмкін қытайлықтар бірінші салып үлгеретін шығар. Жарайды, көрейік оны да қалай салады. Яғни бізде бұл жерде ең басты нәрселер, ең бастысы бұл жерде сапа және уақыт мерзімі тезірек бізге мына электр энергиясының тәуелсіздігі, энергетикалық біздің жаңа дербестігімізге жол ашуға мүмкіндік беру. Сол басты біздің бұл жердегі көздеген мақсатымыз осы болса, ол мақсатқа жетуіміз керек. Сол ғана. Ары қарай ол енді жаңағы тараптармен қалай жұмыс істейміз. Ол мемлекеттік тұрғысынан болатын жұмыс болу керек. Енді мынау тәуелділік пен тәуелсіздік туралы айтқан кезде ертеңгі күні жарайды, ол енді
бір жылда салынатын шаруа емес қой енді, ол 10 Әрине. жылдап 20 жылдап салынады. Біздің айтқымыз келіп отырғаны тәуелділік пен тәуелсіздікке келген кезде ол жердегі жаңа әңгіме арасында айтып қалдық қой, кадр даярлау, технологияны түсініп алу, ертеңгі күні ол бірыңғай солардың ауыздарына қарап отырмау нәрселерде келісімшарттарда асты сызылып тұрып қара бояумен жазылу керек шығар. Менің ойымша жалпы мұндай ірі егер референдум жалпы ұлттық болса, яғни бұл біздің әрбір азаматқа, жалпы халқымызға маңызды құжат болды, маңызды шешім болды дейік. Сондықтан бұл мұндай шешімдер аясындағы жасалынатын қадамдар да мейлінше барынша жаңағы ашық болу керек, барынша ақпарат кеңірек айтылу керек. Өйткені біз неғұрлым ақпараттық вакуумда болатын болсақ, соғұрлым әртүрлі қауесеттер, әртүрлі жаңа фобиялар, әртүрлі көптеген осындай қисынсыз қауіп қатерлер туралы әңгімелер көбейіп кетеді. Вакуумда қайда жоқ ақпарат толтырып тастайды дейсіз ғой, ол түрлі ақпараттар тарап кетеді. Нәтижесінде біз деген ертеңгі күні мысалы пайдасынан гөрі оның деген жаман жағында көп айтып кетеміз. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мұндай шешімдер қабылданды ма, мұндай шешімдерге біз жол бердік пе, онда біз сол бағытта барынша ашықтық саясатын, мөлдірлік саясат дейді ғой енді, барынша ақпаратты кеңірек таратып көрсетіп отырмыз. Жаңағыдай шарттар мәселесінде әсіресе қаншалықты біздің қазақстандық мүдде, қазақ халқының мүддесі, әрбір азаматтың мүддесі осы жерде басымдық берілген деген мәселеде біз ашық көріп отырмыз. Иә, бұл бізге пайдасы мынадай, біз бұдан алатымыз мынадай. Және де тәуелділік мәселесіндегі көптеген қорқыныштардың бәрін туып отырғанында ертеңгі күні бұның барлығы жаңағы шын мәнінде ақшаға сатылып кетпей ме, немесе біздің ешқандай мүддеміз сақталмай ертеңгі күні біз біреудің қол астында кетіп қаламыз ба деген, бұл заңды туатын сұрақ. Сондықтан осының барлығына жауап ретінде барынша ақпарат көздері көп болу керек. Ақпарат бір жерде ғана жариялап қоймай, оны тарату керек. Өйткені бізде қазір ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз. Мына фейк ақпараттар, жаңағы түрлі теріс ақпараттардың тарап кетуінің де себебі дер кезінде ресми ақпараттың, дер кезінде барынша ақпараттық кампанияның жүргізбелуінде. Былайша айтқанда билік пен бұқара ашық диалог болу керек дейсіз ғой. Диалог та болу керек, және ақпараттың ағыны да болу керек. Енді осы жолғы жолдауда мынау Алатау Сити жобасы төңірегінде айтылды ғой. Енді кейбір мамандар бұны Шэньчжэнь үлгісіндегі технополис жасау, жалпы сондай Сити смарт қала жасаймыз деген сияқты ойлар бар. Бұл жоба жалпы Қазақстанды жаңа деңгейге шығарады деп ойлайсыз ба? Жоқ әлде басы жаңағы дардай болып басталып, арты бір пиар жоба болып, бір сиыр құйымшақтанып кетпей ме дейтін де қорқыныш бар. Ақпарат дегеннен шығады, құрметті көрермен. TikTok, YouTube, Instagramда отыр. Осы Алатау Ситиге байланысты қазір көп ақпарат видео арқылы тарап жатыр. Мысалы, мен өзім ресми екі ақпаратты айтқым келеді. Біріншіден, Жетіген ауылын Алатау қаласы ретінде құру туралы жарлықты мемлекет басшысы былтыр қол қойды. Сол кезде осы Алатау Ситидің жобасын жасаған ол сингапурлық компания. Яғни басты жоба бұл Сингапурдікі. Одан кейін алғашқы инвестицияны Алатау қаласына салған Оңтүстік Корея дейді, бірақ соның ішінде өзіміздің орыс деген сөз бар, өзіміздің корейліктер. Кешегі Форбстағы бірінші орында тұрған Вячеслав Ким $1 миллиард бөлді инвестиция. Өзіміздің корейлерде отырған осы жергілікті корейлік компаниялар $20 миллион бөлді, бөлек. Және де Алатау қаласында алғашқы технопарктың тасында осыдан бір апта бұрын ба өздері жиналып корейліктер қазақ халқына алғысымыз ретінде деп айтып жатыр. Ол да түсінікті нәрсе, кезінде өзінің тарихта айтып отыр, біз қаншама депортация кезінде халықтардың бірін қабылдады, соның ішінде корейліктер де болды. Міне осындай. Бұл бір, яғни Алатау Ситидің дамуына алғашқы жаңағы жоба ретінде сингапурлықтар, одан кейін Оңтүстік Корея, соның ішінде өзіміздің де жергілікті инвесторлар да ақша салып отыр. Енді кешегі мемлекеттік сапары кезінде осы тамыз бен күз айында, қыркүйек айында президент барған Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысты, одан кейін Қытай төрағасымен де кездесті. Сол кезде осы Қытай бизнесмендерін, инвесторларын әсіресе Алатау Ситиді дамытуға шақырды. Бұл қосымша инвестиция. Яғни қосымша инвесторларды шақыру. Енді пиар жобаға мәселесіне келетін болса, қауіп бар.
қауіп бар. Өйткені смарт қала, жалпы ақылды қала дейді ғой, умный города. Смарт қала тақырыбы осыдан 10 жыл бұрын басталған. Және ең алғашқы смарт қала ретінде бізге таныстырған қала ол осы Астанадан 100 километр жердегі Ақкөл қаласы. Естеріңізде болса, Ақкөл қаласын смарт жаңағы қала ретінде дамытамыз деді. Қазір барыңыздар Ақкөлге, көріңіздер смарт қаланы. Смарт қаланың бар көрінісі ол жаңағы көшедегі тұрған орындықтар күн энергиясын алып заряд ала аласыздар. Смарт қаланың үлгісі жаңағы бірнеше камералар орналасқан. Басқа смарт қаланы көрмедім мен Ақкөлден. Өкінішке орай, Астананың дәл түбінде тұрған 100 шақырым жердегі Ақкөл қаласы сол ақылды қалаға айналып болған жоғау, менің ойымша. Көрдіңіз ба? Сондықтан Алатау қаласының тағдыры сондай деңгейге қалып қоймас үшін бұл жерде әрине ең біріншіден бақылау мықты болу керек. Жаңа жоғарыда айтқан қатаң бақылау болу керек, және де жауапты министрлік па тұлға, вице-министр ма кім болсын, жауапты тұлға асты сызылып тұрып жазылу керек, ертеңгі күні кімнен сұраймыз деген. Мысалы, Ақкөлді білмеймін кімнен сұрайды. Мен енді толық зерттемесем де, мен шамамен біліп отырмын, бұл Ақкөл қаласына бөлінген ақшада көп болды. Кезінде жобалық жаңағы сметада жасалынған болатын шығар. Ал енді қазір біз көріп отырған жоқпыз ғой Ақкөл соншалықты смарт қала ретінде. Сұрау жоқ, жобалар көп, бірақ енді әрқайсының ар жағында аты жөні бар ғой іздесе. Енді шынын айту керек, енді тырнақшаның ішінде қазір Қазақстан екіге бөліп алдық қой, ескі жаңағыдай бір Қазақстан ғой. Енді сол заманда біз не шығармадық, өткенде қарап отырсам, тікұшақта шығарып көріппіз. Қызылордада әйнек заводы болды, одан кейін планшет заводы болды. Бәрін қайыққа дейін шығарыппыз. Қайыққа дейін шығардық, иә. Сондай заман болған. Сондықтан Алатау Сити бұл біздің ЛРТ сияқты үлкен қасіретімізге айналып кетпес үшін, ол шын мәнінде солай болуы мүмкін. Одан кейін екіншіден бұл мәселе қандай? Бұл жерде біз деген түсінуіміз керек. Алатау Ситидің жалпы дамуы екінші жағы да бар. Тіпті керемет сол Алатау Сити дамып кетсе де, біз аймақтар арасындағы алшақтық мәселесін де ұмытпауымыз керек. Яғни Алатауды керемет дамытып, мына жақта арқалығымыз құлдырап жатса, ол жақсы көрсеткіш емес. Қазақстан екіге бөлінбеу керек. Қазақстанда ақылды қалалар принципі онда барлық қалаларға да тарау керек. Барлық қалалардың дамуына, моноқалалар деген бізде мәселелер мысалы болды. Міне осы мәселелерде біз ұмытпауымыз керек. Мына жақтағы шалғайдағы қалаларда ол көңілден тыс, назардан тыс қалмау керек. Сондықтан екі жақты бұл жерде. Яғни тіпті жақсы жүзеге асты шүкір дегеннің өзінде де тура осы принципті бір жаққа ғана ойбай бізде тек қана бір Шэньчжэнь бар емес. Мысалы Қытайда Шэньчжэньда бар, Гонконгда бар, Иуда бар, Шанхайда бар. Олардың мысалы қай қаласына бармаңыз, смарт қала принципі, қағидаттары барлық жерде бар. Яғни даму деңгейі біркелкі. Мен айтқым келіп отырған. Сондықтан біз унитарлы мемлекетпіз, аймақтарымыз мысалы барлығы да біркелкі дамуға тырысу керек. Сондықтан Алатау бұл, яғни үлгі ретінде мүмкін жаңағы былайша айтқан кезде локомотив ретінде шықсын, бірақ қалғандарында теңестіріп тұруымызға барынша жағдай жасауымыз керек. Бұл маңызды. Бізде жаңағы ойбай Алатау керемет, қалғандарымыз артта қалған деген ондай болмайды. Біз бір мемлекетпіз, мемлекетіміздің дамуы біркелкі болу керек. Енді 4-ші блогымыз геосаясат және қауіп-қатер. Бірде бірнеше ғана сауалымыз бар. Алғашқысы мынау ақш қазір мынау тариф саясаты бойынша жарты әлемнің мемлекеттерін қысып жатыр. Соның ішінде Қытай. Бізге де келді ғой. Иә, бізге де келді. Енді мынау ақш пен әсіресе Қытай арасындағы сауда соғысы қазір бір жаңа деңгейге көтеріліп бара жатқанға ұқсайды. Бұл жалпы Қазақстанға қалай әсер етеді? Бұл бізге жаңа мүмкіндік пе, әлде белгілі бір қауіп-қатерлер бар ма? Екеуі де бар. Өйткені сауда соғысы ол Трамптың бірінші президенттік кезінде басталған, әу баста. Өйткені Трамп өзінің тікелей мәлімдемелерінде басты біздің жаңағы бақталасымыз дей ма, басты бәсекелесіміз Қытай деп алдын ала айтып айтты. Біз Қытайды тоқтатуымыз керек деді. Қытайды деген басымдық бермеуіміз керек. Соның нәтижесінде мысалы тариф соғысы да басталды, сауда соғысы да жалғасып жатыр. Бұл жерде түсінуіміз керек. Біз Қытаймен де Америка Құрама Штаттарында мысалы стратегиялық серіктестік дамытып жатырмыз. Бірақ Америка енді теңіз артында, мұхит артында, Қытай міне тұр. Ол бір деп қойыңыз. Екіншіден, Қытай әрине әсіресе қазір мысалы бір жол бір белдеу экономикалық бастамасы бар. Одан кейін транзиттік дәліз дамыту мәселесінде де Қытайдың бізге беріп отырған басымдығы көбірек. Дегенмен ертеңгі күні мысалы егер біз Қытай тарапына көп басымдық беріп, Америка тарапынан мысалы келетін қандай да бір мүмкіндіктерге
тосқауыл қоятын болсақ, оның арты жақсылыққа келмейді. Өйткені Америка қанша дегенмен де держава ретінде де, оның құралдары да, саяси құралдары да, басқа да мүмкіндіктері, әлеуеті жоғары мемлекет. Олармен біз текетіреске келе алмаймыз, әрине. Сондықтан осы тұрғыдан біз абай болуымыз керек, қанша дегенмен де. Сондықтан бұл жердегі басты мәселе қандай? Біз мына серіктестік бағытында, мысалы кеше сирек металдарды игеру бойынша біз қытайлықтарды инвестор шақырсақ та, Америкамен болған байланыстарда, мысалы біз олардың инвесторларын да шақырдық. Өйткені бізге бұл жерде бақталастықты осы бір ортасы ретінде қалай бір-бірін бір үстел басына отырғызуға болады. Сіздер мына жерді жасаңыздар зерттеулерді, сіздер мына жерде, одан кейін мына Европа деген. Сол осылайша біз мүмкіндіктерді тең беретін болсақ, одан ешқандай ұтылуға бізде не болмайды, мүмкіндік болмайды, біз ұтамыз тек қана. Бірақ бұл жерде көп жіберіп қоятын қателік қайда жатыр? Мына ақпараттық, әсіресе кеңістікте көбінесе батыстық демократия, американың мысалы қосаған үлесімен қытайлық коммунистік идеялар, сол баяғы екі полярлы идеялардың текетіресіне бой беріп қоямыз да. Мысалы Қытайды қанша дегенмен де бізде әлі де болса да, Америкамен мысалы ағылшын тілі бізде тілдік кедергі жоқ. Америкаға барады да, оқып та жатыр. Енді Қытайда да оқып жатыр жастарымыз, бірақ қанша дегенмен де Американың басында бар. Одан кейін осы мәселелерде біз деген осы идеялық тұрғыдан текетірес бізге қажет емес. Олар өздері бір-бірімен соғыса берсін, сауда соғысын жасай берсін. Дегенмен де олар тікелей соғыс қақтығысына бармайтыны белгілі. Өйткені екі алпауыт мемлекетте біріншіден өзінің жаңағы былайша айтқанда экономикалық пайдасын көбірек жүзеге асыруға тырысады. Сондықтан олар тек қана бұл жерде ең бастысы бір-бірінің жаңағы басымдығына кішкене болса да тосқауыл қоюға мүмкіндік болды. Басқа олардың көздегені жоқ. Ал біз сол екі үлкен ойыншының ортасында, разменная монета дейді ғой, екеуінің ортасында екі түйе сүйенсе бір шыбын өледі дегендей, сондай жағдайға келіп қалмауымыз керек. Біз керісінше, міне сіздерге де беретін мүмкіндік мынадай, сіздерге де беретін мүмкіндік мынадай деп, осындай мүмкіндіктер беру саясатын ғана ұстала аламыз. Басқаша бір жақты жаңағы иланып кету деген бізде оған ешқандай бізде қадам жасайтындай негізде жоқ. Не үшін? Біз ертеңгі күні Америкаға арқа сүйеп кетсек, Қытай тарапынан олар да мысалы бізге қандай да бір кедергі жасауға, саясат жасауға мүмкіндік беріп қоямыз. Бізге ол қажет емес. Біз негізі мына геосаясаттың басты мәселесі қандай? Біз бұл жерде аймақ, біз мысалы Қазақстанда айтамыз, Непалды қараңызшы, Непалдың өзі оңай жерде тұрған жоқ. Үндістан мен Қытайдың ортасында. Ол жерде де мысалы белгілі бір жаңағы выживание дейді ғой, бір өмір қалпын қалыптастыру жүріп жатыр. Біз де сондай бір жағдайға тап болып қалдық енді. Оған біз деген кінәліміз ба айта алмаймыз. Біздің жағрафиялық орналасуымыз сол болып отыр. Бірақ біз блоктық саясат, біз батыстағы блоктық саясат немесе протекционистік саясат жүргізетін мемлекет бола алмаймыз. Оны уақыт көрсетіп отыр. Біз протекционистік жабылып қалсақ, көрдік, солтүстік Корея дегеніміз немесе басқа да мемлекет осы протекционист саясатқа ұстанған, немесе бір мемлекеттің жаңағы қол астына өтіп кету деген сөз ол болды ғой. Біз ол ықпал емес, біз деген тәуелсіздіктен айырылдымыз. Біз айтып отырдық көбінесе, біз тәуелді мемлекетпіз. Біз геосаяси тұрғыдан белгілі бір осындай жағдайларға тәуелдіміз, бірақ шешім қабылдауда тәуелсізбіз. Яғни біз Қытайды таңдаймыз ба, Ресейді таңдаймыз ба, ақш таңдаймыз ба, немесе барлығымен тең саясат жүргізуге тырысамыз ба, бұл біздің шешім. Бұл біздің тәуелсіз шешіміміз. Міне осыған біз басымдық беруіміз керек. Біз шешім қабылдауда өзіміз мүмкіндігіміз бар мемлекет. Осы мүмкіндікті жоғалтып алсақ, онда біз тәуелсіздіктен айырылдық деген сөз. Жаңа екі форумын айтқан кезде бірі сол солтүстік Корея есіме түсті, екіншісі Беларусь есіме түсті. Жаңағы қатты жақындасып кетумен. Олар тіпті одақтас мемлекет деген сияқты оны енгізіп жатыр ғой. Енді мынау Шанхай ынтымақтастық ұйымын бүкіл әлем көз тігіп қарады. Әсіресе мынау батыс елдері мен батысшыл бұқаралық ақпарат құралдары Bad Boy деп жаңағы тырнақшаның ішінде атады. Бұзық жігіттер жиналды деген сияқты. Енді анау парадтың өтуі, ол жерде бір жағында Путин, бір жағында жаңағы солтүстік Кореяның президентінің отыруы. Жалпы қалай бағалайсыз осы жиын, сол жаңағы Bad Boy деп тырнақшаның ішінде айдар тағуы, былайша айтқан кезде альтернативті баламалы күштердің де бар екенін біле жүріңдер дейтін бір батысқа сәлем болды ма бұл? Бұл жерде барлығы болды. Бұл жерде біз түсінуіміз керек,
ең басты мына Сидің да мүмкін ойлағаны шығар, Си Цзиньпиннің басты ойын шарттарын жаңадан құруға талпыныс бұл. Өйткені қазір 45 жылы екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, Ұлттар Лигасы Біріккен Ұлттар Ұйымына айналғаннан кейін көптеген шешімдер қабылданды. Мен енді бәрін тізбей ақ қойын, екі-ақ үлкен мәселені айтайын. Сектор газа қалай пайда болды? Яғни Палестина жерінің бір бөлігін алды да Израильге бере салды. Енді сөйтіп айтайын, өйткені солай болды. Одан кейін 38-ші параллель. Бір Кореяны екіге бөліп жіберді. Солтүстік, оңтүстік Корея болды. Мұның барлығы Біріккен Ұлттар Ұйымының аясында шешілген мәселелер. Косово мәселесі, Чехословакия мәселесі, барлығы осы Ұлттар Лигасы мен Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл батыстық институттардың шешкен мәселесі. Нәтижесінде әлем осылай бөлінді. Әлем мемлекеттері блоктарға бөлінді, басқа да болды. Енді уақыт өте келе жарты ғасыр өтті. Қазір мысалы Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық жанжалдар шешудегі дауысы мүлдем естілмей қалды. Ары кетсе алаңдаушылық білдіріп отыр. Алаңдаушылық білдіреді, резолюция қабылдайды. Пысқырып отырған ешкім жоқ. Нәтижесінде не пайда болды? Нәтижесінде пайда болды, тағы да сол баяғы 20-шы ғасырдың басына айналып келе жатыр. Кім күші мықты, кімнің саяси жаңағы әскери әлеуеті мықты, соның айтқаны жүреді. Америка айтты, Американың айтқаны жүреді деген сияқты мәселеге ауысып баратыр. Бұл жақсы тенденция емес. Өйткені бұл дегені, яғни жаңа сөзді мынадай жақсы термин бар, халықаралық арбитр дейді. Халықаралық арбитр ойын алаңында дауысы естілмей қалды. Футболды елестетіңізші, бұл жерде егер жаңа төреші болмаса, төрешіге бағынбай кетсе, қандай хаос басталады. Вот тура сондай хаос қазір ақырында басталып келе жатыр. Соның нәтижесінде мына Шанхай ынтымақтастық ұйымы ол әу баста бестік болды ғой, территориялық мәселелерді шешетін ұйым ретінде. Сепаратизм, экстремизм, терроризмге қарсы, үш зұлымға қарсы территориялық мәселе шешетін 5 мемлекет Шанхай бестігі деген бір аймақтық ұйым ретінде кезінде айтты. Ширек ғасыр өтті. Кейін ол қазір мысалы байқап отыр, екі есе үлкейіп отыр, құрам жағынан. Шанхай ондығының былтырдан бастап Белоруссия қосылды, Шанхай ондығы болды. Енді бұл жерде қызық жағдай, бұл мемлекеттің құрамына екі текетірес мемлекетте кіріп кетті. Үндістан мен Пакистан. Кеше соғысқа сәл-ақ қана қалды осыдан 1-2 ай бұрын үлкен соғысқа айналып кетуіне. Енді осы мемлекеттер, мысалы оның ішінде кешегі бақылаушы мемлекет ретінде Солтүстік Кореяны да шақырып отыр Си Цзиньпин. Бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының осындай деңгейге кетіп бара жатқандығы шығыстық стильдегі бір алаңға арбитр шығарайық деген әңгіме. Яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымының мысалы негізгі қағидаттарына қарасақ, ол жерде былай деп айтып отыр. 10 мемлекет қандай да бір проблемалық мәселелер бойынша халықаралық шиеленістерді консенсус біріккен шешім қабылдау арқылы жаңағы ақылдасып отырып шешім қабылдайтын жағдай жасаймыз деп отыр. Институционалды әлі Біріккен Ұлттар Ұйымы сияқты керемет үлкен халықаралық ұйым айналған жоқ, бірақ сондай принциптерді беріп отыр. Неге? Өйткені Біріккен Ұлттар Ұйымындағы қауіпсіздік кеңесінің басты проблемасы ол сол жерге қатысушы ұлы держава мемлекеттер дейді ғой, сол мемлекеттердің вето құқығы болып отыр. Басым жаңағы қатысушылары белгілі бір шиеленіс шешеміз десе де, біреу ғана вето берсе, біреу ғана бітті, ол қабылданбайды. Нәтижесінде ол ұзақ мерзімді созылмалы ауруға айналып баратыр. Қазір мысалы көптеген мәселелерде осындай шиеленістерді шешудегі проблеманың болып жатқандығы осы вето құқығының әсерінен. Енді Шанхай ынтымақтастық ұйымы арқылы біз жаңағы басты қатысушы мемлекеттер осындай месседж, консенсус дейді. Бізде вето болмайды, бізде консенсус болады. Консенсус дегеніміз не? Яғни 10 мемлекеттің 8-і я десе, 2-і жоқ десе, бәрібір ол қабылданады, өйткені консенсус бар, кворум бар. Кворум деген жақсы сөз ғой, басымдық кім бар сол. Міне осы принциптер, яғни бұл шығыстық ментальдік, шығыстық жаңа көзқарас деп ұсынып отыр. Әрине, Шанхай ынтымақтастық ұйымы әлі мысалы банкін құрамыз деп жатыр, басқа да Біріккен Ұлттар Ұйымы сияқты халықаралық нормалар, халықаралық ережелер, халықаралық жаңағы мәселелер шешудегі қауқары бар үлкен ұйымға айналу үшін әлі институционалдық қалыптасуы толыққанды өту керек. Бірақ кешегі мысалы жаңағы Bad Boys деген сияқты мәселелерін айтып тұрған, олар өзінің мәселесін көріп қалды. Батыс өзінің негізгі арбитр рөлінен айырылып қалуға қауіп көріп қалды. Менің ойымша, біз көпполярлы әлемде отырып па, онда екінші арбитр шықсын. Кешегі ана Қайраттың жеңісі деген запаста отырған
қақпашының шығуы болды ғой. Дұрыс па? Иә, иә. Бізде Футбол тілімен айтсақ дейсіз футбол ғой. тілімен айтсақ, қашанғы біз запаста отыра береміз. Біз де шығайық деп отыр шығыс жағы. Біз де шығайық. Біз де әлем мәселесін шешуге тек қана ОБСЕ мен ООН болмасын, біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропада қауіпсіздік ұйымы болмасын, біз Шанхай ынтымақтастық ұйымы сияқты осындай бір форматты шығарайық, көрейік деген. Меніңше бұл әділетті ұсыныс. Бұл жерде мәселе Қытай ұсынып отыр ма? Енді Қытай ұсынса да қатысушы мемлекеттер негізгі 5-тігі бар, одан кейін қазір 10-ығы бар. Бұл тең дәрежедегі тең құқылы мемлекеттер. Ол жерде мысалы жаңағы біріккен ұлттар ұйымында мысалы 100-ден астам мемлекет болса да, оның 5-6-ы ғана қауіпсіздік кеңесіне кіреді. Яғни оларда деген иерархия бар. Шанхай ынтымақтастық ұйымында әзірге, енді мен ойлаймын, осы формат сақтай берсе дұрыс болар еді. Әзірге енді жаңағы экономикалық әлеуеті мен мүмкіндік жағынан әрине Қытай мен Ресей басым, Үндістанда басымдық бар. Ядролық мемлекеттер олар, мысалы Пәкістанда ядролық мемлекет. Бірақ дегенмен де бұл 10 мемлекет әзірге бір ортақ жаңағы үстел басында ортақ мәселелер шешіп жатыр. Осы формат ана формат жұмыс істемеген көрсетіп отыр. Жұмыс істеген емес, олардың жаңағы қазіргі таңдағы осы қауіпсіздік кеңесінің қауқарсыздығын көрсетіп отыр. Бұған дейін істеп келді, бұған дейін мәселелер шешіп келген шығар, бірақ қазір олар шеше алмай отыр. Енді ол фактты көріп отыр. Мына жерде енді сол форматқа бір балама, өзіңіз айтып альтернатив деп отырсыз ғой. Иә, балама шешім, балама бір көзқарас. Қалай болады ол? Қандай нәтиже алып береді? Оны уақыт әрі көрсетер, бірақ біз оған мүмкіндік беруіміз керек. Қазір мысалы Шанхай ынтымақтастық ұйымы осындай жаңағы астарлы болса да ой жіберіп отыр. Bad Boys болсын, басқасы болсын, ол ой. Ол оймен олар келісе ме, келіспей ме, ол екінші мәселе. Бастысы ол ой жіберілді, ол ой айтылды, болды. Енді ары қарай мысалы сол ойды дамытуға тырысатын болады. Тіпті инициатива дейді, глобальное управление, яғни глобалды басқару туралы ұсынысты да айтты. Яғни глобалды басқару ұсынысы Си Цзиньпин барлық мемлекеттер ешбір саяси ішкі жағдайына араласпай, тек қана консенсус арқылы взаимодовериеде өзара сенімдік жаңағы қағидаттарына сәйкес халықаралық шиеленістерді шешуге орта державалар мүмкіндігі болу керек деген жаңағы ойды айтып отыр. Меніңше өте әділетті ой, көру керек оны да. Оның мүмкін егер ол шын мәнінде жаңағы қақтығыстар мен шиеленістерді шешуде белгілі бір рөл атқаратын болса, неге оны қолданбасқа? Яғни бұл жерде табысты кейс қой бізге керегі. Егер ол табысты болатын болса, менің ойымша оған да жол беруге мүмкіндік болатын шығар. Енді екі сұрағым қалды. Бірінші сауал жағы мынау батыстық деп айтып қалдық қой. Батыстық грантпен жұмыс істейтінде біздің елде ақпарат құралдары бар, жоқ емес. Сол жердің риторикасын кейде қарап отырасың ғой, енді ақпаратты беруін. Америка жақсы, Қытай жаман деген сияқты қылып береді. Соның ішінде әсіресе бір жақсы қолдарындағы көзірі, ол Қытайдағы қазақтар қатты қысым көріп жатыр, және де түрлі түзету лагерлерінде неше түрлі істейді екен деген сияқты ішінде болып көрмесе де сондай бір мифтік бір пікірлер көп айтылады. Бұған біз Қазақстан жалпы қалай қарау керек? Мысалға енді Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет, Қытай өз алдына өз саясатын жүргізіп отыр. Ішіндегі халқы ол өзінің былайша айтқанда мемлекеттің тұрғындары, қызыл паспорты бар. Оған біздің араласуға, уәж айтуға хақымыз бар ма? Жалпы өмірі қандай, сіз Қытай танушы ретінде қалай ойлайсыз? Біріншіден, кім тапсырыс береді? Соның тапсырысы орындалады. Жаңағы қандай риторикада болса да, Қытай жаман, Америка күшті немесе басқа да риторика болса да, кім тапсырыс беріп отыр, соның тапсырысы орындалып жатыр. Оны түсінуіміз керек. Ол бір. Екіншіден, жоғарыда мен деген басты Шанхай ынтымақтастық ұйымының принциптерін айтқан кезде, ол принципті Қытай деген қазір мысалы барлық жерде айтып отыр. Олар айтады, біз сіздің ішкі дүниеңізге араласпаймыз, сіз біздің ішкі дүниеге араласпаңдар. Ғафу етіңіз дейді ғой. Әділетті саясат ұстанып отырғаны осыда. Мысалы, Америка Құрама Штаттары олар демократиялық институттарды орнатамыз деген ажалаумен мысалы Иракқа да кірді, Иранға да, Ливияға да, қаншама мысалы кезінде Вьетнамға да кірген болатын. Бұл жердегі басты мәселе Қытайдың айтып отырған, біз араласпаймыз сіздің ішкі шаруаларыңызға. Дамысыңызға, қалай дамиын десең дами беріңіздер, бізге бастысы сіздер бізге араласпаңыз. Осы тұрғыдан алған кезде бәлкім біз біреудің үйіндегі ішкі шаруасына араласпауымыз керек шығар, менің ойымша. Ол бір. Екіншіден, қандастар мәселесінде мысалы мен айта кетейін, мен қаншама Шыңжаң өлкесінде де болдық. Бізде мысалы Қытайда мысалы тек қана Шыңжаң емес, ар жағында Іле Алатауы бар. Мысалы Іле қазақтары бар, Алтай жақта отырып отырған, иә. Оларда ондай проблема жоқ, бірақ Шыңжаңда бар. Неге? Өйткені Шыңжаңда мысалы қазақтардан бөлек ол жерде ұйғырлар да бар, басқа да нелер бар. Ол жердегі мысалы террористік кезінде түрлі актілер болды.
іле алатауда ондай болған жоқ. Мен салыстырмалы түрде айтамын, ішкі Манчжурия деген бар мысалы, ол жерде де түрлі Алтай топтарындағы түркі халықтары тұрып жатыр. Неге оларда болған жоқ? Біз білмейміз ғой. Менің айтқым келіп отырғаны, жаңа сіз айтқандай, ішкі ауруын олар өздерінше емдеуге тырысып жатыр. Қалай тырысып жатыр? Ол олардың жаңағы Қытай мемлекетінің негізгі проблемасы қалай шешеді. Бізде мысалы, егер ертең айтатын болса, қазір де айтып жатады кейде, орыс тілін орыстарды қысым жасап жатыр деген, біз шыған ойбай, біздің орыстар әне бәрі тамаша жүр ғой, не нәрсе дегенде, неге араласасың? Неге біз осындай кезде айтамыз, мына жерге келген кезде біреуге ақыл айтамыз. Екі түрлі стандарт. Екі түрлі стандарт болмау керек меніңше. Иә, ол бір. Екіншіден, түрлі фактілер, егер мысалы айтып жатыр ғой, трудовой лагерь дейді, еңбекпен түзету лагерлері, кейбір азаматтар келіп. Бірақ мен мынандай фактін айтайын. Сол елдің азаматтығын алған, сол елдің азаматы болып есептелетін, олар сондай уәж айтқанның өзінде де, олар Қазақстан азаматтығын қабылдап отырғандары шамалы. Бізде мысалы қандастардың көбісі келіп жатса, келіп отырған Өзбекстаннан, басқа да мысалы түркі мемлекет. Бірақ Қытайдан келгендердің мен көбісінің осындай Қытай паспортын ауыстырып отырған тенденциясы болған жоқ деген ақпарат бар. Ол неге олай деп айтады? Өйткені ол жақтағы мысалы зейнетақы, жаңағы жұмыс өкілі, өтілі, басқа дегенде мысалы олар сатып қалуға тырысып жатыр. Ол да екі стандарт. Бір жағынан Қазақстанға келіп алады да жамандайды, шын мәнінде олардың азаматтығынан айырылғысы келмейді. Неге онда олай болады деген. Көптеген осындай сұрақтар бар. Мен анық қанығын білмесем де мен айтқым келеді. Бәлкім ондай бар да шығар. Онда жоққа шығармай ақ қойын. Бірақ ол мәселе жаңа жоғарыда айтқандай ішкі олардың жаңағы біз білуіміз керек қандай жағдайға байланысты осы саясат жүргізуге мәжбүр болады. Өйткені мына Шыңжаң аймағы, одан кейін мына жақта Тайвань мәселесі, басқа да мәселелер Қытайдың территориялық тұтастығына қауіп төндіретін мәселелер ретінде қарастырады. Қытайдың риторикасы айтып отырмын, Қытай саясаты. Біз үшін де егер сондай, Құдай сақтасын, егер мысалы солтүстік Қазақстанда сондай мәселелер туып қалып жатса, бізде мысалы айтады, біздің территориялық тұтастығымызға бұл қауіп төндіреді. Қойыңыздар ондай. Мысалы кезінде Ресей депутаттары, белсенділері деген солтүстік Қазақстан біздікі, басқа деген сөз шыққан кезде қалай біздің халық дүрсілкінді? Өйткені олар біздің ішкі шаруамызға қол соғып отыр, бізге қауіп төндіріп отыр. Тура сондай қауіпті Қытай тарапы да жаңағы бізге қатысты сондай ой жіберуге олардың да құқығы бар. Біз оларға айта алмаймыз. Біз өйткені олардың ішкі саясатына қол сұққымыз келіп отыр. Сондықтан осы мәселеде жаңағыдай болып отыр да, біз әрине объективті қарауға тырысу керекпіз, бірақ тапсырыс берушінің не көздегенін біз білмейміз. Мысалы сондай ақпарат таратқан кезде. Және де менің ойымша объективті ақпарат болу үшін кезінде мысалы ұйғыртану деген бағытта болған Қазақстанда, кеңес үкіметінде, соның ішінде Қазақстанда да болған. Қазір мысалы не ұйғыртану жоқ, не Қытай тану жоқ, не осындай келелі зерттеулер жүргізілмейді де, әрине жаңағыдай түрлі осындай ақпараттар тараған кезде біз объективті қарауға мүмкіндік болмай жатады. Мен мысалы зерттеуші ретінде тіпті мен объективті қарауға тікелей ақпарат жетіспей жатыр маған. Мысалы мен айтайын, мен өз тарапымнан айтайын. Басқалары да мысалы ақпаратты іздеген кезде бір жақты ақпарат олар таба алады. Гуглда мысалы лагеря десе шығады, иә, бірақ оның ақпарат көздеріне қарасаңыз, сол Сорос, сол жаңағы басқа батыстық гранттарда отырған ұйымдар. Мүмкін олар белгілі бір тапсырысты орындап отырған шығар. Альтернатив жаңағы балама пікір қайда? Балама риторика қайда? Балама зерттеулер қайда? Жоқ. Әрине сосын біз бір бағытқа ғана сенеміз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде объективтілікке барынша сыни көзқараспен қарауға тырысуымыз керек. Бірақ бір нәрсені ұмытпайық, жаңағы өзіңіз айтқандай, біреудің қазан ошағына бас сұққымыз келіп отса, онда ертеңгі күні біздің қазан ошаққа бас сұққан кезде таңғалмайық. Болды. Объективті түрде осы пікірімізді қорытындылай отыра мемлекеттің позициясынан алып қарасақ, жасыратын жоқ, біз бір ұлтқа айналуымыз үшін барлығымыз бірыңғай қазақ тілінде сөйлеуіміз керек, және де мемлекет құраушы ұлт өзге ұлттарды жұтып алу керек деген пікірді айтамыз ғой. Мысалы бірыңғай ұлт болып отыруымыз үшін аз ұлттарды бәрін қазақ қылып жіберуіміз керек деп ше. Сәйкесінше Қытайда сондай позицияны санауға қақысы бар шығар деген мәселе. Әрине, бірақ бұл жерде бір қызық бар да, мәселе. Мысалы Қытайдың орталық комитеті партиясында ішкі Монғолия дейді, Манчжурия бар, сосын іле алатау жаңа айтқан қазақтар, одан кейін Шыңжаң өлкесінің басшыларын жергілікті аз халық дейді ғой, сол аз халықтардың өкілдерін өткізуге қазір сондай саясатқа көшіп жатыр. Өйткені ертеңгі күні оларға да көтерілістің болғаны, ішкі жаңағы мәселелердің көтеруіне тосқауыл болу үшін сондай саясат. Ал енді қараңыз, біз дайынбыз ба осындайға?
орыстарды қазір мысалы көбейіп кетсе, ойбай орыстар көбейіп кетті біздің билікте, неге қазақтар отырмайды деген бізді айтып қаламыз. Ал бір жағынан қарасаңыз, оның астары да бар. Көрдіңіз бе, Қытай философиясы қандай? Біз ертеңгі күні оларда мына біреу көтеріліп кеткен кезде айтылады, ол сіздің өздеріңіздің жаңағы, мысалы соңғы мысал келтірейінші сізге. Ұлыбританияда қазір көріп жатсыздар ғой, мигранттарға қарсы не пайда болды, протесттар дейді ғой, наразылық күшейіп жатыр, көшеге шығып жатыр. Көрдіңіздер ма? Тек қана Ұлыбританияда емес, мен бұны Испаниядан да байқадым. Енді қызығын, Ұлыбритания кейсінің қызығын айтайын. Миграция бойынша министр сол мигранттардың қатарындағы хиджаб киген әйел. Ол жаңағы нені присяга дейді ғой, басты ант берген кезде ол Құранға қойып берді. Саясат қандай? Ертең күні бір нәрсе болса айтады, өздерінің іштерінен шыққан адам деген сияқты. Бұл үлкен саясат. Сондықтан бізде әрине, бізде қазір керісінше ол да дұрыс, қазақ тілді, басқа да. Бірақ бұл жерде де біз деген кішкене болса да саясат деген айлағы ғой негізі. Бұл жерде де кішкене болса да осындай мәселелерге көңіл аударуымыз керек. Бірыңғайлылық деген де болмайды. Біз деген ертеңгі күні дауға уәж айтатындай мүмкіндікті қалтамызда бір қосымша жаңағы ұстап тұруымыз керек. Біз деген бір жақты кеткен де болмайды. Сол айтайын дегенім, мысалы осындай кейстерді көре отырып, біз де осындай кейбір саясаттарда ертең күні мысалы Ресейден де ойбай орыс әлемі дейді ғой, мәселесіне келген кезде бір нәрсе айтып қалса, ой кешіріңіздер, міне бізде депутаттар отыр, қаншама орыс халқының жаңағы өкілдері, ешқандай да проблема жоқ деген сияқты. Ол да мысалы жақсы саясат. Осындай саясаттар бізге қажет, және де біз тым бір жақты болмауға тырысуымыз. Бір жақтылық ол жақсылыққа келе бермейді. Мысалы деген кезіндегі Германиядағы бір жақтылық неге алып келді? Ол нацизмге алып келді. Бір жақтылық өйткені Германия ұлтының, неміс ұлтының басымдылығы деген сияқты идеялар. Біз идеялардың арасында ұлтшылдық пен ұлтжандылықтың арасы үлкен көпір емес, өте жұқа, өте сондай бір жаңағы нәзік аймақ. Осы аймақтың екі жағына өтіп кетпеуге тырысуымыз керек. Енді қорытынды сұрағым, біз енді осы ақпарат, осындай сұхбаттарды шығарудағы себебіміз, көп адам көрсе бір альтернативті баламалы ойларды тыңдап, кішкене жан-жақты ақпарат алса деген ой ғой. Жасыратын жоқ, кей кезде ет жеп қымыз ішіп отырған кезде біз бабаларымыз былайша айтқан кезде енді дәлме-дәл жеткізген действительно мықты халық болғанбыз ғой дейтін әңгімелер бар да. Бірақ қазіргі реалиймен қарап, кішкене де оң солыңа қарап, өзінің орнында да білу керек сияқты деген ойдыға қатысты сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Енді Абылайдың заманындағы саясат, одан жаңа сіз футбол туралы айттыңыз ғой. Жасыратын жоқ, мемлекеттерді футболшы деп алып қарасаң, барлық футболшы бірдей ұлы бола бермейді, бәрі бірдей мықты бола бермейді. Біреуі запаста отыруы мүмкін, біреуінің өзі орнын бөлуі мүмкін, белгілі бір минут қана берілуі мүмкін ойнауға деген сияқты. Сол сияқты біз қай күні өзіміздің жалпы потенциалымызбен, орнымызды, әлеуетімізді біліп, былайша айтқан кезде санамызда әр нәрсені орнына қоямыз. Соғұрлым бізге жалпы дамуға, алға жылжуға көбірек мүмкіндік болады ма дейтін сауал. Енді кішкене ұзағырақ қойып отырмын, бірақ бізде негізі мақсат, миссия және стратегия деген үш мәселеге қатты көңіл бөлуіміз керек. Біз миссиямыз не? Қазақ халқының мәңгілік ел болу ма? Біздің миссиямыз не? Қазақ халқының тәуелсіздігін алған ұлы біздің бабаларымыз деп отыр, көне көк түрік дейді, көк түрік ұрпақтары ретінде бір үлкен империяға айналу ма? Біздің миссиямыз әлде әлемдік геосаяси алаңда өзіміздің орнымызды алу ма? Миссиямыз не? Ол бір деңіз. Одан кейін мақсатымыз сонда қандай? Қазақ халқын әлемге таныту ма? Әлде өзіміздің дербестігімізді сақтап қалу ма? Әлде жойылып кетпеуге барынша жағдай жасау ма? Және үшіншісі бар. Стратегия қандай? Стратегия дегеніміз, осының барлығын жүзеге асыру үшін біз не нәрсеге дайынбыз? Өйткені мен салыстырмалы түрде айтайын, Қытай Халық Республикасы 49 жылға дейін жапондықтардың қол астында, түрлі басқыншылардың қол астында болды. Керемет халық мемлекет болып, ол 90 жылдан былай қарай Мао Цзэдун, Дэн Сяопин сияқты басшыларының жаңағы түрлі стратегиялық бағыттарын қою арқылы қазіргі деңгейге жетіп отыр. Әйтпесе 80 жылдарда Қытай ол кедей, халқы кедей, кедейшілікте өмір сүретін, кір, лас, басқа да деңгейде жүрген. Оңтүстік Кореяны қараңыз, 80 жылға дейін тіпті әлем деңгейінде ешқандай дауыс шықпаған мемлекет.
Ал бұл мемлекеттер бір стратегия қойды, мақсат қойды, миссиясын таныды. Қазір мысалы дамыған мемлекеттер қатарында. Яғни бізге де осы сұрақтарға жауап тауып алуымыз керек. Бізге әрине, бізде мысалы миссия келген кезде мәңгілік ел деген миссияны кезінде айтқан болады. Қазір басшы ауысып еді, ойбай мәңгілік елінде рухани жаңғыруында керек емес деп бәріне бірақ түкірдік. Бірақ шын мәнінде бізге мысалы оның жақсы жақтарын мүмкін алып қалу керек пе еді. Бізге қазір мысалы идеология жетіспей жатыр ма? Сол идеологиялық вакуумды толтыруға соның кішкене бір жақсы жағын алып, әрі қарай жалғастыру керек пе еді деген бар. Одан кейін Қазақстан 2030, 2050 дейді. Ал енді жарайды 2050 мысалы кім қалай көріп отыр? Біле ме мысалы қазіргі жастар 2050 жылы мысалы 30 дамыған елдің қатарына қосыламыз дейді. Ал қандай қадамдар жасап жатырмыз? Неге біз қандай тәуекелге баруға дайынбыз? Қазақ халқы жалпы осы бағытта жұмыс істеу үшін жұмылып жатыр ма деген сұрақтар әрине мемлекет басшысына, немесе мемлекеттік билікке, немесе мемлекеттік институттарға жаңағы барлығын соларға артық қойып отыратын жағдайларымыз да бар. Олар бізге міндетті, біз деген жаңағы кінәміз жоқ дегенде. Бірақ менің ойымша бұл жерде әр азамат жаңа сіз сияқты сұрақтар қойған кезде осы жаңағы 3 сұраққа қоя отырып, біздің ұлт бірігу керек. Кешегі айтты президент, 5 жылдан кейін цифрлы ұлтқа айналамыз деп. Бәлкім бұл да бір идея шығар. Цифрлы ұлт, яғни қазір мысалы біздің мемлекеттік қызметтеріміз барлығы Құдайға шүкір осындай жоғары деңгейге жетіп отыр. Енді біздің ақпараттық қауіпсіздік, киберқауіпсіздік мәселесі әлі де бар әрине. Оны да дамытуымыз керек. Бірақ мүмкін цифрлы ұлт деген идея біздің барлығымызға жақсы осы бір мотивация беретін шығар. Цифрлы ұлт болайық. Алатау, Сити, Шенжен сияқты қалалар бүкіл Қазақстанның арқалық сияқты бомбалаудан кейінгі қалған қала сияқты емес, немесе жаңа призрак қала дейді ғой. Сондай қала ретінде қалмай, керісінше керемет дамыған қалаға айналдыру керек шығар. Бірақ бұл бағытта барлық деңгейдегі азаматтар, яғни әкім, қала әкімі, облыс әкімі, ауыл әкімі, аудан әкімі, одан кейін жаңа азаматтық қоғам сектор басқалар болса да жұмылу керек, жұмыс істеу керек. Бізде сын айтушылар көбейіп кетті қазір, диванды эксперттер көбейіп кетті, жаңағы аяқ шалушылар көбейіп кетті, бір-біріміз жамандаушылар көбейіп кетті. Бірақ бәріміздің түбінде іштегі мақсатымыз, ойымыз, арманымыз осы бір Қазақстан дамыса екен, осы бір Қазақстан қашан керемет Дубайға айналады деген. Енді ол үшін әрине кішігірім басталсақ та осы идеяға бір идея аясында бірігу керек. Бізде бірлік болса тірлік болсын деген жақсы сөз болса да, сол тірлікке біз деген жиналмай отыр. Бәріміз сынап кеттік бір-бірімізді. Сынап, шалу, арзан күлкі, ойын дүниеге осыған бәрі құмар болып кетті. Нәтижесінде ол қазір мысалы ертең комментарийде оқисыздар, адамдар екіге бөлінеді. Ойбай, мынау оттап отыр, мынау былай деп отыр. Мәселе мұнда емес. Тағы да айтамын, миссия, мақсат, стратегия. Осы 3 нәрсені анықтап алып біріксек, бәлкім қысқа мерзімде бұл әрине басшылардың да әрдайым ойда жүру керек мәселесі. Бірақ қысқа мерзімде осындай рывок дейді ғой, осындай секіру жасауға мүмкіндік болатын шығар. Өйткені біз осындай қалыпта қала беретін болсақ, әрине жақсылығымыздан гөрі жамандығымыз көбейе береді. Оған ешқандай күмән жоқ. Енді жаңағы Абылайханның саясатына қатысты кішігірім комментарий беріп өтсеңіз, өзіміздің орнымызды білу, қандай империялардың арасында тұрғаныңды білу арқылы содан қадам жасау. Дипломатия мәселесінде біз көбінесе бір нәрсені ұғынып алуымыз керек. Абылайхан мысалы саясатын кезінде Қоқан империясы мына жағынан болды, Ресей империясы мына жағынан, Қытай империясы мына жағынан. 3 империяның ортасында 3 түрлі мысалы саясат ұстану. Біреуіне аманат беруге мәжбүр болды, біреуіне жаңағы өзі бар тұтқынға түсуге мәжбүр болды. Бәрін білеміз ғой, тарих көрсетіп отыр. Яғни бір ғана осы басшының жүргізген дипломатиялық саясатының арқасында мысалы Қазақстанның былайша айтқан кезде территориялық тұтастығына нұсқан келген жоқ. Біз қанша дегенмен де мысалы территориялық тұтастықты, жерді сақтап қалуға барынша ата-бабаларымыз яғни үлесін қосты деп отыр. Қазір мысалы сол дипломатияның басқаша деңгейін жасап отырмыз. Қандай деңгей? Біз тәуелді емеспіз, тәуелсізбіз. Және ең бастысы біз қазір мысалы трайбализм, жаңағы жік-жікке бөліну, руға бөліну мәселесінде унитарлы мемлекетінде бірігіп жақсы мәселені шешіп алды. Өйткені ол кезде мысалы ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз дегенмен де хандары бөлек болды, бір қазақ жері болса да, және де арадағы алауыздық үлкен болды. Абылайхан енді Кенесары хан да мысалы кезінде көтеріліс жасаған кезде осы аймақтарды бірігуге барынша күш салған азаматтар біздің ұлы тұлғаларымыз. Міне осы тұрғыда мысалы қазір біз енді осы унитарлығымызды, яғни біріккендігімізді жоғалтып алмауымыз керек. Біріншіден, өйткені сепаратизмге жол жоқ, бөлініп кетуге жол жоқ. Осы мәселені қарап алуымыз керек. Әйтпесе бізде бар мына адайлықтар Атырауда, Шымкенттіктен мына жақта деп кейде сөйлеп қалады. Керек емес.
керек емес. Бізге кешегі мына бокста да айтып отыр, 2-1 біздің Ливерпульда алтын алды ағайынды жігіттер. Бұл біздің Шымкент дегенді көп жазып отыр. Бұл біздің қазақ, бұл біздің қазақтар. Біз іштей осындай іріткі салатын болсақ, сырт көзді бақылап отыр. Олар да түсініп отыр. Шымкенттіктерді бөліп алып кетуге болады екен. Зерттеп отыр дейсіз ғой. Иә, адайлықтарды бөліп алуға болады екен. Біз оны өттік. 300-ге бөліну қаншалықты жаман екенін көрдік, қаншалықты бізге ол нұқсан келтіретін. Сондықтан міне осы ішкі бірлік мәселесінде барлығын сақтауда біздің қазіргі жақсы болсын, жаман болсын, тағы да қайталап айтамын, көп векторлық саясатымыз табысты болып отыр. Біз әр түрлі ойыншымен тең жаңағы үстел басында осылай міне әрқайсысымен, Қытайсың ба Қытай, ақшсың ба ақш, жаңағы Ұлыбританиясың ба Ұлыбритания, Ресейсің ба Ресей, барлығымен тең. Саған берген документ құжатты саған да беремін. Сенмен жасаған келісімді сенмен де жасаймын. Басқаша мүмкін емес. Егер мысалы саған 10%, саған 15% десем, ертеңгі күні түсінікті болып қалады. Мен мына 15%-ның арқасында кетіп қалайын деп отырмын. Сондықтан осы көп векторлы саясатты бұл сол Абылайханнан қалған мұра. Біз барлығымен тең дәрежеде жағдай. Ешкімге аманат беріп отырған жоқпыз, оған да шүкір. Ешкімнің қол астына барып тұтқын болып отырған жоқпыз, оған да шүкір. Бірақ дербестікті сақтау үшін бізге мәжбүрміз. Оны да түсінуіміз керек. Ол мәжбүрлік саясатын астарында біз ең бастысы мүддемізді сақтап отырмыз ба? Ұлттық мүдде сақталынып отыр. Қазақтың жаңағы соғысқа бармауы, қазақ баласының соғысқа қатыспауы, жалпы біздің еліміздің ешбір жаңағы осындай жанжалдың ортасында қалмауына қазір 30 жылдан астам ішінде болған жоқ па? Болған жоқ. Болды. Біздің яғни қойған мақсатымыз басында әу баста іске асып отыр деген сөз. Менің ойымша солай. Бәлкім ол басқаша ойлайтын азаматтар бар шығар, мархабат, бірақ менің көріп отырғаным соғыссыз бейбіт аспан астында 30 жылдан астам болды, сол жалғаса берсін. Соғыссыз ең бастысы. Соғысқа қатыстымыз да жоқ, қатысқымыз да келмейді. Болды. Қазбек мырза, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көптен көп алғыс. Ең үлкен капитал ол уақыт. Сондықтан осы капиталыңызды бөліскеніңізге рахмет дейміз сізге. Қадірлі көрермен, біздің студияда қонақта болған саясаттанушы, Қытайды зерттеушілер қауымдастығының төрағасы Қазбек Майгелдинов. Құрметті көрермен, мінекей сұхбат осымен тәмам. Бұл сөзді тасырықпас талаптылар деген сияқты біраз дүниені айттық. Сондықтан бұл сұхбаттан көз ашып көкірегі ояу азаматтар біраз ақпарат алады деген сенімдеміз. Сұхбат ұнаса чаттарда бөлісе отырыңыздар, лайк басып, пікірлеріңізді, бүгінгі сұхбатқа қатысты ойларыңызды жаза отырыңыздар. Бұл да аса маңызды. Қайта жүздескенше.